Құрметті оқырмандарым, бүгін үшбұрыш тақырыбынан бастап сіздерге толық көптеген мәліметтерді ұсынатын боламын. Бірінші сіздерге геометрия тақырыбынан бастағанды жөн көріп отырмын. Ендеше бастайық. Бірінші үшбұрыш тақырыбында қандай формулаларға көңіл бөлу керек? Егерде сіз осы видеоны көріп отқан болсаңыз, соңына дейін толық көріңіз. Себебі мектеп бағдарламасындағы квал-тестке дайындық немесе оқушылардың ұлттық бірыңғай тестіне дайындықта қолданатын бүкіл формулаларды осы сабағымда толық түсіндіріп кететін боламын. Сол үшін әрбір қасиетін өте мұқият қарап, жаттап, қағазға жазып отырыңыздар. Ендеше бастайық. Бізде бірінші үшбұрыштан нелерге көңіл бөлу керек? Үшбұрыш дегеннің өзі не? Кеңістікте бір жүзудің бойында жатпайтын үш нүктені тұтастырудан пайда болған фигураны біз үшбұрыш деп атаймыз. Енді үшбұрышта нелерге көңіл бөлу керек? Бірінші көңіл бөлетін нәрсе бар, үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. Яғни үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деген теоремамыз бар. Бас сайын еске сақтап алыңыздар. Мұнда бірінші үшбұрыш тақырыбын бастайық. Үшбұрыш тақырыбын. Ендеше үшбұрыштың ішкі бұрыштары 180 екенін білеміз. Енді үшбұрыштың қасиеттеріне тоқталайық. Мен үшбұрыштың қасиеттерін мынаған бөліп тоқталып үйрететін боламын қазіргі кезде. Ең көп қолданатын биссектриса, медиана, биіктік, үшеуі туралы үш бөлек тоқталамын, үшеуін дұрыстап жазып аласыздар. Одан кейін біз үйретеміз тең қабырғалы үшбұрыш. Одан тік қабырғаға тік бұрышты үшбұрышты үшке бөліп түсіндіремін. Формулаларын нақтылы көрсетемін. Одан кейін кез келген үшбұрыш. Осы 6 түрге бөліп түсіндіретін боламыз. Бірінші үшбұрыштың биссектрисасы. Биссектрисасы туралы 4 қасиетті жақсы білу керексіздер. Сол туралы нақтылы сызып, жазып тұрып қараймын. Сіздер мұқият қараңыздар. Биссектрисаның 4 түрлі нақтылы қасиеті. Бүкіл есепті шығаруға болады. Одан кейін медиананың 6 түрлі қасиетін, одан биіктіктің 3 түрін көрсете бастайтын боламын. Ендеше бірге қарайық. Бірінші үшбұрыштың несінен бастаймыз? Бірінші үшбұрыштың биссектрисасынан бастайық. Биссектриса, одан кейін мысалдар келтіретін боламыз. Мысалы қарайық, енді биссектриса. Үшбұрыш тақырыбы үлкен жақтан енді көрсетеміз. Биссектриса туралы көрсетеді екенбіз. Түсінді ма? Биссектриса туралы көрсететін боламыз. Ендеше бірінші қасиетінен бастайық. Бірінші қасиет биссектриса нақтылы қарап алыңыздаршы. Жарай ма? Биссектриса нақтылы нелер көңіл бөлу керекпіз? Міне бірінші биссектрисаның бірінші қасиеті төбе бұрышын қақ бөледі. Міне бірінші қасиеті нақтылы қасиеті төбе бұрышын қақ бөледі. Қай төбеден жүргізсе, сол төбені екіге бөледі. Мысалы, мына жердегі екеуі өзара тең. Төбе бұрышын тура ортадан. Медиананың биссектрисаның қасиеті төбе бұрышын қақ бөлу. Медиананың қасиеті табан қабырғасын қақ бөлу. Бірақ оның ешқандай бірінші мақсаты биссектрисаның төбе бұрышын қақ бөлу болса, медиананың табан қабырғасын қақ бөлу. Ол бұрыш бөліне ма, бөлінбей ма, оған маңызды емес. Тек табан қабырғасын қақ бөлу керек медиана. Ал биссектриса болса, таза бұрыш төбе бұрышын қақ бөлу керек. Ол табан бөле ма, бөлмей ма, 90 градус бола ма, қатысы жоқ. Ал биіктік табанына 90 градус жасау керек. Үшеуінің айырмасы не болды? Түсінікті болды. Биссектриса бұрышты қақ бөлу керек, оның басқа қатысы жоқ. Медиана табан қабырғасы қақ бөлу керек, биіктік табанына 90 градус жасау керек. Үшеуінің айырмасы осы. Енді қасиеттерін қолданамыз. Бірінші қасиеті қандай екен? Сөзбен жазып алсаңыздар болады. Төбе бұрышын қақ бөледі екен. Үшбұрыштың ішкі бұрышын қақ бөледі десек болады. Енді екінші қасиеті биссектрисалардың қиылысу нүктесі сол үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі болады екен. Мысалы, биссектрисаның қиылысу нүктесі дегеніміз мынау міне. Былай жүргіздік, бір үшбұрыш тұр, міне кез келген үшбұрыш деп алайық. Ол биссектрисалар бір нүктеде қиылысты дейік. Міне биссектрисалар сызайық, бір нүктеде міне қиылысты деп алайық. Биссектрисалар не істеуші еді? Бұрышты қақ бөледі. Осы нүктеде қиылысты. Міне бұрыштарды қақ бөлді. Мына жерді қақ бөлді. Мына бұрышты екеу қойып қояйық, қақ бөлді. Тек бұл жерді үшеу қақ бөлді. Міне осы қиылысу нүктесі сол үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрін береді. Міне осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі болады. Тура осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі болады. Екінші кетті. Енді біз үшіншісін өтейік.
Үшіншісі неге бөлу керек? Үшіншісі қасиеті мынау міне. Үшінші қасиеті кез келген үшбұрышқа ұста берейік сіздерге түсінікті болу үшін. Үшінші қасиеті бізде қабырғалардың қатынасы дейді. Бисік терісаның бөлген үшінші қабырғасының бөліктерінің қатынасына тең болады дейді. Міне былай жүргіздік. Мынау бізде бисік териса. Міне бисік териса жүргіздік. Ол бұрышты қайтты қақ бөлді. Түсінікті ма? Ол бұрышты қақ бөлді. Бисік териса. Енді қабырғалар А және Б дейтін болсақ, міне бұрыш қақ бөлді. Онда бөлген бөліктер X, Y. Сонда бұл жерде қандай дейді? А-ның Б-ға қатынасы, X-тің Y-ға қатынасы дейді. Бұл айтқан кезде мен сіздерге түсіндірейін. Бисік терисалар үшбұрыштың қабырғасының қалған екі қабырғасына тура пропорционал болатын екі кесіндіге бөледі дейді. Міне қабырғалардың қатынасы бөлген бөліктердің қатынасына тең болады екен. Ол бисік терисада. Ертең есептерде келіп қалады. Мысалы, бір есеп қарастырайық. Қабырғалары 5 және 6. Үшінші қабырғасы дейді 10 дейді. Осы үшінші қабырғасына түсірілген бисік териса дейді. Үшінші қабырғасына түсірілген бисік териса табан қабырғаларын қандай кесіндіге бөледі дейді. Мынаны X десем, осыны қандай қатынасқа бөледі дейді. Мынау 2, сонда мына жақ не болады? 10 алынған X. Қандай қатынасқа бөледі дейді. Сонда былай жазамыз. 5-тің 6-ға қатынасы міне формула бойынша X-тің 10 алынған X-ге қатынасы дейміз, тауып аламыз X. Сонда қандай бөліктерге бөлгені шығады екен. Түсінікті болды ма? Онда біз келесі төртінші қасиетіне өтейік. Төртінші қасиеті бізде бисік терисаның ұзындығын табу формуласы. Мысалы айтайықшы, мынау бізде бір жүргізілді. Міне енді жүргізілгеннен кейін бұл бізде бисік териса жүргізілді. Енді бұл бұрыштарды алайықшы. Бұл А дейік, бізде Б бұрышы, С бұрыш дейік. А-ның қарсын біз А қабырғасы дейміз. Б-ның қарсын Б қабырғасы, С-ның қарсын С қабырғасы дейміз. Мынау қай қабырғаға жүріп тұр? А қабырғаға жүргізсек, онда бисік терисаны елмен өрнектейміз да, ел А дейміз. А қабырғаға жүрсе ел А, Б қабырғаға жүрсе ел Б, С қабырғаға жүрсе ел С деп аламыз. Онда осы бисік терисаның ұзындығын табу формуласы ел А. Бисік терисаның ұзындығын табу формуласы ел А тең 2 басы косинус бұрыш А бөлінген 2 болады екен. А бұрышының жартысын мына жерде 2-ге бөлді ғой бисік териса. Және Б қосылған С деп аламыз. Екінші формуласы бар ел А-ны табу. Ол бұлай. Б мен С-ның көбейтіндісі Б-С және аламыз Б1, С1 бөліктер немесе X, Y-терді. X, Y-терді дейтін. X, Y-терді алып тастаймыз. Біз және мына қабырғаны біз міне С дедім, мына қабырғаны мен Б дедім. Бөлген бөліктерін X, Y деп алайықшы. X, Y дейді. Екі бөлігі. Екі бөлік. Мұнжақ бөлігі X, мұнжақ бөлігі Y. Сонда осы Б мен С-ны көбейтіп, X, Y көбейтіп алсақ, контурдан шығарсақ та, осы бисік терисаның ұзындығы шығады екен. Осы екі формуланы қайтеміз, жоғары деңгейде білу керек екенбіз. Түсінікті болды ма? Енді медианаға өтейік. Медианаға өтетін боламыз. Бисік терисаның 4 түрлі қасиет еске сақтаймыз. Бұрышты қақ бөледі. Бисік терисаның қиылыс нүктесі сол үшбұрышқа шетел салған шеңбердің центрі. Одан кейін А-ның Б-ға қатынасы, X-ның Y-ге бөліктеріне қатынасы, төртіншісі ұзындығын табу формуласы екен. Ендеше келесі өтейік. Медиана. Медиананың қанша түрлі қасиеті бар дедік? Медиананың бізде 6 түрлі қасиеті бар. Сол туралы тоқталып кетейік. Енді медиана туралы тоқталайық. Міне медиана, екінші медиана туралы тоқталатын боламыз. Бұл үлкен жақтан екіншісі медиана. Медиана дегеніміз, енді медиана дегеннің қандай қасиеті бар? Жаңа айттым. Бисік териса бұрышты қақ бөледі. Медиана табан қабырғасын қақ бөледі. Басқа қатысы жоқ. Табан қабырғасы тек қана қақ бөлсе болды. Биіктік табанына 90 градус жасау керек. Енді медиананың 6 түрлі қасиеті туралы сіздермен толық бөлісетін боламын. Бірінші медиананың бірінші қасиеті, тоқтала берейін. Бірінші қасиеті табан қабырғасын қақ бөлу екен. Мысалы, бұлай жүргіздік, міне. Енді мына жерден біз медиана жүргізетін болсақ, міне медиана жүргіздік, онда бірінші табан қабырғасын қайтеді екен, қақ бөледі. Тура ортадан бөледі, екі жағы тең. Бірінші қасиеті табан қабырғасын қақ бөледі деп жаттаймыз. Енді екінші қасиеті тура жаңағындай медианалардың қиылысу нүктесі міне
медианалардың қиылысу нүктесі. Бір нүктеде қиылысты дейік. Міне медианалар, мына табан қабырғасын қақ бөлдім. Бұл медиана жүргізді, мына жақты қақ бөлді, үшеуі қойып қояйын. Мына медиана жүргізді, мына қабырғасын қайтты, қақ бөлді. Сонда енді медианалар қақ бөлді, осында қиылысу нүктесі тұр. Міне бұл қиылысу нүктесі бізде ауырлық центр деп аталады. Мына қиылысу нүктесі не болады екен? Ауырлық центрі деп аталады екен. Ауырлық центрі. Бұда есепте біз көп қолданатын боламыз. Ондан кейін үшінші қасиеті. Біз еске мықты сақтайықшы, жазып отырайын. Үшінші қасиеті. Енді қарайтын болсақ, үшінші қасиет. Тура осылай үш медиана жүргізілетін болса дейді, үшінші қасиетін үш медиана жүргізейік. Көріп отқандарыңыздай медиана табан қабырғасы қайтады, қақ бөледі. Ол бұрышқа қатысы жоқ. Мына жерде табан қабырғасын былай қақ бөлді дейік. Үшіншісі, онда мына жерде үш белгі қойып қояйын. Мына қабырғаны бөлсе, бұған екі қоя салайық. Міне айырмас табан қабырғаларын қақ бөлді. Сонда енді мына жермен қиылыстым. Қиылысу нүктесінде дейді, төбесінен бастап есептегенде екінің бірге қатынасына бөледі дейді. Мына жерде 2х десек, мына жерде х болады екен. Көрдіңіз бе, төбесінен бастаған кезде. Мысалы біз А, Б, С үшбұрыш мынау О нүктесінде қиылысады десек, мынаны Е десек, мынаны Еп десек, мынаны Ж десек былай екен. Міне Б, О-ның қатынасы О-ның бірінші О-ның кішісінен бастайықшы. Міне екеуін көрдіңіздер ме? Мына жерде тұрған мына жер 2х, мына жер х болады екен. Екінің бірге. Төбесінен бастап есептегенде екінің бірге қатынасына бөледі екен. Одан түсінуге болады, О-ның О-ға қатынасы. Міне О-ның О-ға қатынасы бірдің екіге қатынасы болады екен. Енді мен мына жерді мен Y деп алсам, қысқа жерді көкпен жазайыншы. Міне мына жерде кішкене OG деген тұр ғой. OG дегенді Y десем, осы бізде 2Y болады екен. Осы 2Y екен. Яғни онда бұл жерге жазуға болады екен, OG-дің OS-ға қатынасы. Көрдіңіздер ме? Тең болады екен. OF-дің көрдіңіздер ме? Бұл жерде OF-дің OA-ға қатынасы өзара бірдің екіге қатынасы болады екен. Міне мына жерде мен Z деп алатын болсам, мына жерде мен Z деп алсам, міне OF-ді. Онда OA не кетеді? Мына жерде OA дегеніміз 2Z болады екен. Түсін алдыңыздар ма? Енді бұл сызбаны мен сіздерге үлкейтіп сызып көрсететін болсам, енді кішкене сызғаннан кейін сіздерге толық көрінбей жатыр ма екен? Үлкен қылып сіз тағы бір көрсете салайын, қатынасы қандай болады екен. Онда үшінші қасиет осы екен. Төбесінен бастап есептегенде екінің бірге қатынасына бөледі екен. Сіздерге үлкен қылып бір тағы бір түсіндіріп жіберейін. Формула түсіну өте маңызды, құрметті оқырмандарым, өте маңызды. Мына жерде былай сыздық, міне. Үш медиана жүргізілді дейік, міне. Үш медиана табан қабырғаларын қайтты, қақ бөлді, міне. Үш медиана жүргізілді. Сонда былай болып тұр ғой. Мына жер төбесіне есептесек, мына жер х болса, мына 2х төбесінен бастап екінің бірге қатынасы. Мен мына қысқа қақиясын Y десем, мына жер не болады? 2Y болады. Мына жерді мен Z деп алсам, міне қысқарақты. Бұл жерде 2Z болады екен. Төбесінен бастағанда екінің бірге қатынасына бөледі деп айтып отқанымыз осы. Мысалы бұл жерде А, Б, С деп алдық, және ғана көрсеттік. Қиылысу нүктесі О, міне Е, Еп, Ж десек, бұдан түсінуге болады екен. О-ның О-сыға қатынасы. О-ның О-сыға қатынасы. О-ның О-сыға қатынасы тең міне О-ның О-сы. О-ефтің О-аға қатынасы. О-аға қатынасы. О-ефтің міне О деген О-ефтің О-аға қатынасы. О-жидың О-бұға қатынасы тең бірдің екіге қатынасы болады екен. Бұл үшінші қасиеті. Медианада қанша қасиет бердім? 6 дедім. Енді төртінші қасиеті. Енді төртінші қасиетіне өтейік. Төртінші қасиеті мынау, міне жаттап алыңыздар. Төртінші қасиеті, егер бір үшбұрышқа бір медиана жүргізілсе, міне бір үшбұрышқа бір медиана жүргізілсе. Мынау енді төртінші қасиеті бар, басқа қойық. Бір үшбұрышқа бір медиана жүргіздік, міне бір медиана табан қабырғасын қақ бөлді. Бір медиана жүргізетін болсақ, екі үшбұрышқа бөледі. Осы екі үшбұрыштың аудандары өзара тең болады. S1, S2 екеуінің ауданы тең болады, бірақ формасы әртүрлі болады. Көрдіңіз бе? Екі осы жерден пайда болған екі үшбұрыштың ауданы бірдей болады екен. Түсінді ме? Мен сарымен бояп қойдым. Екіншісін ақпен тұр. Осы екеуінің ауданы бірдей. Ал оны қалай түсіндірем десем, бір екі жер көлемі болады ғой, екі жер. Мынау бір төрт бұрыш. Мынау бір мынандай жер болады. Біреу төрт бұрышта осындай жер болады. Біреу бұлай болады, жер төрт бұрышта қисықтау болады, бүйтіп тұратын.
Бірақ осы 3-4 үшеуінің де ауданы бірдей дейді. Мынау 6 сотық болса, мынау да 6 сотық жер, бұл да 6 сотық жер, бұл да 6 сотық жер деген сияқты бірдей, бірақ формалары әртүрлі. Тура сол сияқты мына екі үшбұрыштың ауданы бірдей, бірақ формасы әртүрлі болады екен. Бұл 4-ші қасиет. Ертең біреу береді, келген аудан тұста таба береді екенбіз. Келесі қасиеті. Егер 3 медиана жүргізсем, міне 3 медиана жүргізетін болсақ, көрдіңіз бе? 3 медиана жүрсек 6 үшбұрышқа бөледі екен. Міне S1, S2, S3, S4, S5, S6, алтау пайда болады. Осы алтауының ауданы өзара тең болады екен. S1 тең S2 тең S3 тең S4 тең S5 тең S6 дейді. Осы алтауының да ауданы өзара тең болады дейді. Көрдіңіздер ме? Бірақ формалары әртүрлі болады. Мынандайдан алтау бәрі тең болады. Формасы бірақ әртүрлі болады екен. Мысалы, осы S5 деген аудан беріледі. Ертең S5 аудан 7 болса, үшбұрыштың ауданы қаншаға тең дейді. Осы бір бөлігін бояп қойды. Осындай аудан математикалық да келеді. Осының ауданы, мысалы 5-ші беріп тұр, осының ауданы бізге 7 епес үшбұрыштың аудан тап десек айтеміз. Үшбұрыштың ауданы, онда үшбұрыштың аудан десек, бұны 42 деп аламыз. Неше алтау бар, осындайын 6-7-42 деп аламыз. Бірақ формалары әртүрлі болады, аудандары бірдей болады екен. Енді түсінікті деген сенімдеміз. Онда біз келесі есептерге өтетін боламыз. Келесі формаларды түсіндіретін боламыз. Одан биіктік бүкіл формаларды түсіндіреміз. Одан есептер арқылы мысалдар келтіретін боламыз. Осы формалар міндетті түрде жаттаңыздар. 6-ші қасиеті. Енді 6-ші қасиеті бізде мынандай екен. Егер дейді 6-ші қасиеті, былай айтайықшы, 6-ші қасиетіне бір үшбұрышсыз болайық. Міне үшбұрышты абысы деп белгілеп алайық. Абысы. Енді былай түсіндірейікші. Мынаға медиана жүргізетін болсақ, бұл медиана А-ның қарсына А қабырғасы дейміз, бұның қарсына Б дейміз. А қабырғасына жүргізсе, оны біз медиана А дейді екенбіз. Енді медиананың ұзындығын табу формуласы. Медиана А неге тең? Ол бізде 2-ден 1 түбір астында жаттап аламыз. 2 квадрат қосылған 2 квадрат алынған А квадрат дейді. Абысы деген бұл жерде қабырғалары. Бұл формула неге, қандай формула десе, бұл 3 қабырғасы берілгенде медиананы табу формуласы. Қай қабырға түссе, соған қарай тауып ала береміз. Ал мысалы медиана Б-ны десе, оны былай жазамыз. 2-ден 1 Б-ны соңына аламыз. 2А квадрат қосылған 2 квадрат алынған Б квадрат деп соңына алады екенбіз. Түсінді ма? Осылай жаза береміз. Сын жаз десеміз. Осы бір формуланы жаттап алсаңыздар, қалғанын келтіре береді екенсіздер. Енді келесіге өтейік. Келесі мына енді 6 қасиет. Осыған қосымша ретінде тағы бір өбірек жаза салайық. Ал қабырғасын табу формуласы қандай? 3 медиана берілсе, 3 медиана берілді, қабырғасын табу формуласы қандай десе. Осыған қосымша ретінде 7-ші қасиет десең де болады, немесе 6-ның осын жалғасы қылып жаттап алуға болады. 3 медиана беріп қабырғасын тап десе. Онда мысалы мен А қабырғасын табатын болсам, 3 медианасы берілді. Онда 2 медиана Б деймін. Осымен ұқсас 2 Б мен сын аламыз. 2 қабырға түскен медиана, соңында 3-ші қабырға түскен медиана алып тастаймыз. Бірақ бұл жерде 3-тен 2, бұл жерде 2-тен 1 айырмасы осы екен. Осы 6 түрлі қасиетті жоғары деңгейге дейін жаттап аламыз. Келістік па? Онда біз келесі биіктік туралы өтетін боламыз. Енді биіктік туралы тоқталып өтейікші. Биіктіктер нелерге көңіл бөлу керек екенбіз. Үшінші, үлкен жақтан үшінші биіктік. Биіктік. Енді биіктіктің бізде 3 түрі болады. Биіктіктің 3 түрі болады. Біріншісі, биіктіктің бірінші түрі мынандай болады. Сүйір үшбұрыш болады. Сүйір, мынау міне біріншісі сүйір үшбұрыш. Екіншісі тік. Екіншісі тік. Міне тік үшбұрыш деп қояйық екіншісі. Үшіншісі доғал үшбұрыш. Көрдіңіздер ме? Үшіншісі доғал үшбұрыш. Үшеуінің айырмасын түсіндірем. Мына жерде сүйір үшбұрыш болды. Бірінші форманы түсіндірем. Бүкіл есеп оңай. Мынау тік болды. Мынау бізде доғал болды. Енді айырмасын түсіндіре бастайық. Сүйір үшбұрышта 3 биіктікте ішінде болады. Сүйір үшбұрышта 3 биіктікте ішінде болады.
Биіктік дегені мағынасы түсінікті, барады да 90 градус жасау керек. Деп түзіп барып, қай қабырға түссе соған 90 жасау керек. Мысалы, мына жақта бір қабырға тұр. Мына жақта бір нүкте тұрса, соған 90 жасау керек. Биіктік деген 90. Мына жақта тұрса, былай 90 жасау керек. Қай жағында тұрса, сол жағына 90 жасау керек. Биіктік деген табанына 90 жасау керек. Енді есте сақтайсыздар. Сүйір үшбұрышта, міне естерімізде сақтаймыз. Үш биіктікте қайда болады екен? Үшбұрыштың ішінде орналасады. Міндетті түрде ішінде орналасады. Түсінікті ма? Сүйір үшбұрышта. Тік үшбұрышта 90 градуста. Есте сақтаймыз, бұл жерде осы ғана. Есте сақтайсыздар. Мына екі катетін биіктік ретінде алуға болады. Мына катетті биіктік, бұлай катетті биіктік ретінде алуға болады. Әрбір үшбұрыш үш биіктік болады. Екеуі қайда жатады екен? Мынада үш биіктік қайда жатады екен? Үшбұрыштың ішінде жаттаймыз. Үш биіктік үшбұрыштың ішінде. Тікбұрыш үшбұрышта екі биіктік, екі катеті болады екен. Тікбұрыш үшбұрышта екі биіктік, екі катетін ретінде алуға болады. Үшінші биіктік міне гипотенузаға түседі екен. Үшінші биіктік мынау міне. Сонда екі катетін биіктікте болады. Үшіншісі гипотенузаға түсірген биіктік ретінде алуға болады екен. Ал енді үшінші доғалға келейік. Доғалда бір биіктік ішінде болады, қалған биіктік сыртында болады. Себеп мынандай, неге сыртында? Мына қабырғаның біз созындысын аламыз. Содан бұлай 90 градус жасау керек. Түсінікті ма? Өйткені биіктік дегені мағанасының өзі табанына 90 жасау. Енді мына биіктікті ішіне бүйтіп, мына жер 90 жасайды десем бола ма? Ішіне бүйтіп асылмен сіз міне 90 жасайды десем мүмкін емес. Мынау доғал болса мына жер доғал бұрыш болса, енді мынау 90 жасау, одан да доғал болады. 90 жасау мүмкін емес. Сонда биіктік қайда болады екен? Сыртында болады екен. Мынау қандай қабырғаға түсірген десе, міне А, Б, С десек, АБ қабырғасына СЕ биіктігі жүргізілді дейсіздер. Міне АБ қабырғасына биіктік жүргізілді, СЕ биіктігі жүргізілді. Перпендикуляр көрдіңіздер ме? Сонда СЕ биіктігі үшбұрыштың қайда? Сыртында болып қалды. Бізде үшбұрыш міне жатыр, сарымен бояп қойды. Ал биіктігі сыртында жатыр. Байқадыңыздар ма? Оны мен қазір тағы бір мысалмен түсіндіремін. Енді Б-ға биіктігі жүргізілсе, Б-ны созамыз. Б-ны созамыз, содан Б-ны созамыз, мына жерге қандай? 90 жасау керек. Көрдіңіздер ма? Міне еп десем, АЕП. АЕП қайда жүргізілген биіктік? Б-сы қабырғасына. Соны үш биіктік тұр. Міне біреу, екеу, үшеу. Сонда екі биіктік доғал үшбұрышта сыртында болады. Ағай, бұл қалай болып кетті деулеріңіз мүмкін. Мен бір доғал үшбұрыш жасасам, сіздер түсініп кетесіздер. Мынау бір доғал үшбұрыш, келісесіздер ме? Көрініп тұрса, егерде көрінбесе, мен былай айтамын сызайын. Қалқалап қабыл жатырмын ғой деймін. Мынау бізде бір доғал үшбұрыш. Келісесіздер ме? Мынау бізде бір доғал үшбұрыш, міне мынандай доғал үшбұрыш. Міне жер доғал. Енді мен түсіндірейін. Міне жерде су ағып жатыр, міне. Мына жерде су ағып жатыр, былай міне. Осылай су кетіп жатыр бұл жерде. Көрдіңіздер ме, құрметті оқырмандар? Енді біз мына жерде не бар деген сөз? Бір адам келе жатыр деп алайық. Міне, одан былай келеді. Мына жерден келеді да, ол адам қайтеді, секіруге әрекет жасайды, тік. Сонда секіргенде биіктік былай болады екен. Бізде үшбұрыш мынау болды, міне сарымен бояп қойдым. Секіргенде ол қалай түседі? Тігінен түседі. Соны айтамыз, 2 метрден секірді дейміз. Бірақ қараш, 2 метрден секірді десек, бұл жерде биіктік қайда жатыр? Сыртында жатыр. Көрдіңіздер ме? Биіктік сыртында жатыр. Үшбұрыш дөйдалада сыртында. Сол сияқты мына екі биіктік сыртында болады екен. Биіктік туралы түсінікті болды деген сенімдемін. Онда біз келесі формулаға өтейік. Үшіншісі. Биіктік туралы түсінікті болды ма? Онда үшіншісіне туралы тоқталып өтетін боламыз. Үшіншісі тікбұрыш үшбұрыш туралы тоқталып өтейік. Тікбұрыш үшбұрыш, міне. Тікбұрышты үшбұрыш. Жаңа мен үшіншісін түсіндірдім, мен мынау төртіншісі деп қояйық. Тікбұрыш үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыш. Үшбұрыш туралы тоқталып өтейік. Бұл үшіншісі. Тікбұрыш үшбұрышты мен сіздерге үшке бөліп түсіндіремін. Жаттайсыздар. Тікбұрыш үшбұрыш. Төртеу, сонда алтау жаттайсыздар, одан тең қабырғалы үшбұрыш, одан кесілген үшбұрыш, одан кейін есеп шығарып көрсететін боламыз. Так, бұның өзін біз үшке бөліп түсіндірейік. Кішкентай үшке бөліп түсейік. Біріншісі мынау тікбұрыш үшбұрыштың өзін, екіншісі және үшіншісі деп түсіндірейін. Біріншісі былай. Тікбұрыш үшбұрышта жаттайтын нәрселеріңіз мынау. Тікбұрыш үшбұрышта былай алатын болсақ 90 градус деп, мынаны мен альфа деймін. Мынау менің қарсым болады. Альфаға Q қарсы болады. Мынау іргелес болады. Іргелес. Мынау гипотенуза болады. Енді біз жаттаймыз. Гипотенуза.
Енді біз жаттаймыз, міндетті жаттаймыз. Синус альфа дегенді сөзбен жаттаймыз. Қарсының синус альфа қарсының гипотенузаға. Синус қарсының гипотенузаға. Онда жаттайсыздар. Синус қарсының гипотенузаға деп жаттайсыздар. Ал косинус альфаны жаттайсыздар іргелестің гипотенузаға. Оны аның бұғасының деп жаттайсыздар, ол қате. Синус дегеніміз қарсының гипотенузаға, косинус дегеніміз іргелестің гипотенузаға деп жаттайсыздар. Іргелес деп жаттайсыздар, гипотенуза деп жаттайсыздар. Міндетті. Тангенс дегеніміз не? Тангенс дегеніміз қарсының іргелеске болады. Ал котангенс дегеніміз не? Іргелестің наоборот қарсына. Іргелестің наоборот қарсына қатынасы деп жаттайсыздар, қарсы деп. Түсінікті ма? Бұл бірінші жаттайтын нәрселеріңіз. Бұл міндетті түрде бірінші жаттайтын нәрселеріңіз. Осы біріншіге бір мысал келтірейін, ертең қандай пайдасы бар. Әрбір мысал келтіріп өшіріп отырам, мұқият жазып алыңыздар. Біріншісі мынандай, тікбұрыш үшбұрышта былай берілді бізде. Тікбұрыш үшбұрыш демейінше, мынандай бірінші берілді, бір мәлімет бар болайық. 3 синус альфа қосылған 4 косинус альфаны есепте дейді. Есептеңіз деп қояды. Тангенс альфа тең 3-тің 4-ке қатынасы дейді. Болды. Тангенс альфа берді. Мынаны есептеу керек. Бізге тангенс альфа берілді. Есептеудің ең жақсы әдісі былай істейсіз. Міне. Бірінші тікбұрыш үшбұрыш жасаласыз кесілген. Мынаны біз альфа дейміз. Тангенс дегенді жаттаймыз. Тангенс деген не еді? Мына жерге қараш, тангенс дегеніміз қарсының іргелеске. Онда мынау қарсы болады, қарсының іргелеске. Сонда тангенс дегеніміз 3-тің 4-ке. Қарсының іргелеске. Қарсының іргелеске деп жаттадың. Тангенс дегеніміз 3-тің 4-ке қатынасы деп жазылды. Түсінікті болды ма? 3-тің 4-ке қатынасы деп жазылды. Енді Пифагор теоремасы бойынша білесіздер, 4-тің квадратына 3-тің квадратын қоссам, 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9, 16-ға 9-дан 25, содан 5 шығады екен. Енді маған керек синус. Синус төштерін тауып алуға болады. Синус альфа дегенім, жаттадым, қарсының гипотенузаға. 3-тің 5-ке, міне. Косинус альфа деген сирекке қараймыз. Мына жер сирек көрінмеген, бірінші сиректе ала берейік. Ал косинусшы. Косинус дегеніміз жаттадық. Косинус дегеніміз іргелестің гипотенузаға. Іргелес деген альфаға іргелес болған 4 болады. Альфаға іргелес көршім 4-тің 5-ке қатынасы. Болды, екеуін тауып қойып, мына жерге орнына қоямыз. 3 синус альфа деген таптық. Міне тұр. Синус косинус орнына қоя саламыз мына жерге әкеп. Қоямыз қандай екен? Міне мысал көрсетті ғой. Синус альфа дегеніміз 5-тен 3 екен. Қосамыз 4, косинус альфа дегеніміз 5-тен 4 екен. Сол кезде бұл жерде неше шығады? 5-тен 9 қосылған 5-тен 16 шығады екен. 4, 4, 16, 4 қасында 1 бар. Сонда 25 бөлінген 5 тең 5 деп шығады. Сонда осылар формалар өте көп қолданылады. Түсінікті болды ма? Бұл бірінші жаттаймыз. Енді екінші жаттайтындарды көрсетейміз. Мысал жазып алып деген сенімдеміз. Онда келесі екінші көтек осылай көрсетеміз. Одан кейін формаларға есептер шығаратын боламыз міндетті түрде. Енді екіншіге неге бөліп жаттағанға, неге бөліп түсіндіріп жатырмын? Бөліп жаттаған бізге оңайырақ болады екен. Екінші жаттайсыздар. Тікбұрыш үшбұрышта мынандай қасиет бар. Тікбұрыш үшбұрыш мынау міне. Тікбұрыш үшбұрыш үлкенірек сақшы, міне қазір кішкене болып қалады екен. Тікбұрыш үлкен сызып көрсетейін. Осылай жаттайсыздар. Тікбұрыш үшбұрыш. Мына катетті біз А дейік, бұл катетті Б дейік. Гипотенузаға биіктік жүргізейік. Міне гипотенузаға биіктік жүргізсек, гипотенуза мына қисық болып қалды, биіктік жүргізейік 90 градус. Енді мына бөлген бөлікті біз Асы деп аламыз. Мына жердегі бөлінген бөлікті Асы. Мынаны Б-ны басып, Б-ның гипотенузаға жүрген проекциясын Б-сы дейміз. Б-ның гипотенузаға жүрген проекциясы Б-сы. А-ның гипотенузаға жүрген проекциясы А-сы. Үлкен жақтан мынау бізде неге тең? Мынау үлкен жақтан ұзындық бұл С-ға тең. Енді мына формаларды жаттайсыздар міндетті түрде. А квадрат дегеніміз Асы мен С-ның көбейтіндісі. Асы мен кішкентай Асы мен С-ның көбейтіндісі А квадрат болады екен. Б квадратшы. Б-сы мен С-ның көбейтіндісі болады. Міндетті түрде жаттайсыздар. Одан кейін жаттайсыз H-ның квадраты. Мынаны H-сы деп атамыз. Гипотенуза түсірген биіктікті H-сы. H-сының квадраты H-сының квадраты. Міне көрдіңіздер ме? А-сы мен Б-сы екі проекцияның көбейтіндісіне тең болады екен. Одан кейін аудан табу формуласында міндетті түрде қараңыздар. Аудан табу формуласы 2-ден 1,
а б катет деуге болады. Немесе 2-ден 1 с ашысы гипотенузасы мен гипотенузаға түсірген биіктік арқылы табуға болады екен. Осы 5 формуланы 4 формуланы жаттайсыздар. Бұл кетті, екіншіге бөліп түсіндірдім. Енді біз үшіншісін түсіндірейікші. Үшіншісі тікбұрыш үшбұрыштың өзін нешеге бөліп түсіндіретін болдым. Жаңа ғана сіздерге айтып кеткендей 3-ке бөліп түсіндіреді екенмін. Енді үшіншісін мына жерге жаза берейік. Үшіншісі мынандай: тікбұрыш үшбұрышқа іштей чеңбер сызуға іштей сызған чеңбердің радиусын табу, тікбұрыш үшбұрышқа сырттай сызған чеңбердің радиусын табу. Тікбұрыш үшбұрышқа сырттай сызған чеңбердің радиусын табу екен. Іштей сызған чеңбердің радиусы формуласын жаттайсыздар. Міне формула ретінде жақсылап жаттаңыздар. Іштей сызған чеңбердің радиусы қандай десе, мынаны біз а, б, с катет дейтін болсақ, осы әдемілеп жаттасаңыздар, есепте өте көп қолданылады. А алынған с. Бұл тікбұрыш үшбұрышқа ғана тиесілі. Енді осы тікбұрыш үшбұрышқа сырттай чеңбер сызсақшы. Тікбұрыш үшбұрыш дегеніміз мынау, міне центрден өтеді. Тікбұрыш үшбұрышқа сырттай чеңбер сызатын болсақ, мына бізде тікбұрыш үшбұрыш деп аламыз. Міне сырттай чеңбер сызатын болсақ, мына жер тікбұрыш үшбұрыш. Мынау бізде центр, тура центрден өтеді. Мен оны қазір түсіндіріп кетемін. Мына катет а, мына катет б, мынау катет с десек, мына үлкен тікбұрыш үшбұрыштың қарсысындағы с дейміз. С болатын болса, ол с бізде с. Енді сырттай сызған чеңбердің радиусы не десе, өздеріңізге көрініп тұр. Сырттай сызған чеңбердің радиусы с бөлінген 2 екен, гипотенузаның жартысы. Немесе оны медиана с-ға теңей салады екенбіз. Медиана с деп алсақ та болады екен. Не жер дұрыстап көрсетейінші. Медиана с дегенмен қосып қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Медиана с тең r-ге тең, ол с бөлінген 2-ге тең екен. Мына форманы жаттаймыз, міндетті. Енді оны қалай түсіндіремін десем, мен жерге кішкене 3 сызба түсіндіріп өшіп сайын. Үшеу. Қараңыздар, мынандай теорема бар. Бассайын естеріңізге сақтаңыздар. Сүйір үшбұрышта центр тура чеңбердің ішінде жатады. Міне. Тік үшбұрышта тікте. Тік үшбұрышта центр тура өтеді екен. Мына жерде тік, мынау 90 болған кезде бұлай болады екен. Бұлай жүргізген жер 90 градус екен. Мұн жағынан да бүйтіп сызсақ 90 градус болады. Шарт мына центр мен гипотенуза бір үзім бойынша сызса 90 градустық үшбұрыш болады екен. Ал егерде бұлай жасам жері қосылды, егерде бұлай жататын болса, бұл доғал үшбұрыш болады екен. Центр бір жағында жатып қалса, онда доғал үшбұрыш екен. Мен мына жерді қайтадан сызып көрсетейінші, анам чеңбердің дұрыс сызылмай қалды. Сіздерге түсінікті болу үшін асықпай түсіндіріп жатырмын. Мына жерден есептеген кезде бұлай сызатын болса, міне, онда бұл доғал үшбұрыш болады екен. Центр бір жағында жатып қалса, мына доғал. Тура центрден өтсе тік үшбұрыш, сондықтан центрден өтті. Ал емсі деп неге айтып отырмыз? Бұл міне радиусқа тең. Емсі деген гипотенуза түсірген медиана. Табан қабырғасы қақ болып тұр ғой, бұл да радиусқа тең. Мынау да радиусқа тең. Мына бізде үшеуі де радиус болып қалады ғой, міне. Сондықтан емсі радиусқа тең, радиус гипотенузаның жартысына тең деп алады екенбіз. Енді мыналарды өшіре салайын. Сіздерге түсінікті болғаны деген сенімдеміз. Осы формулаларды жақсылап жаттайсыздар. Енді біз 4-шісін түсіндіріп, 5-шісі тең қабырғалы үшбұрыштарды түсіндіретін боламыз. Осы тікбұрыш үшбұрышқа бір мысал келтірейінші. Катеттері 3 және 4 болады. Тікбұрыш үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған чеңбердің радиусын тап дейді. Бізге не деп айтты? Катеттері 3 және 4 болатын дейді. Тікбұрыш үшбұрыштар. Катеттер 3 және 4 болатын. Тікбұрыш үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған чеңбердің радиусын тап дейді. Мысал келтірсек деген ғой, мынау 3 болса, мынау 4 болса, онда гипотенуза қанша болады? 5 болады. Неге? 4-дің квадраты 16, 3-дің квадраты 9, екеуін қосып түбірден шығарамын. Ал маған іштей сызылған чеңбердің радиусын тап десе, онда міне формула тұр. Оны былай табасақ екен. 3 қосылған 4-те міне 2 катет. Аламын 5-ті бөлемін 2-ге, сонымен 1 шығады екен. Ал сырттай сызылған чеңбердің радиусын тап десе, с бөлінген 2. Яғни с деген гипотенуза қанша? Бізде гипотенуза 5-ке тең. Міне тұр. 5-ті 2-ге бөле саламыз, сырттай сызылған чеңбердің радиусы деп ала салады екенбіз. Сондықтан бұл формулаларды міндетті түрде жақсылап жаттайсыздар. Жақсы, енді келесі 5-шіге өтейік. Үшбұрыштың бүкіл қасиетін қазір бір сабақта сіздермен бірге толық түсіндіріп кететін боламын. Ендеше келесі есептерге өтейік. Енді біз 5-шісі. Міне, 5-шісіне өттім. 5-шісіне не түсіндірем? Тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыш дегені мағынасы қандай? Тең қабырғалы үшбұрыш. Ол мынандай.
үш қабырғасы да қандай өзара тең болатын үшбұрышты біз тең қабырғалы үшбұрыш дейміз. Ал олардың бұрыштары қаншадан болады? 60 градустан, барлығы 60 градустан болады. Енді осы тең қабырғалы үшбұрышта 6 формуланы жаттап алыңыздар. Оны бір дәлелдеп нетпей қойық, 6 формуланы жаттасаңыздар болды. Біріншісі, сырттай сызған шеңбердің радиусы ол қабырғасы бойынша. Мынаның қабырғасының барлығын А дейік. Сырттай сызған шеңбердің радиусы қабырғасы бойынша 3 түбірасын 3А-ға тең. Іштей сызған шеңбердің радиусы міне жерге бөліп жазып айырмасын түсіндіріп отырайық. Мынау бізде үлкен ер. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Міне сырттай шеңбер сатын болсақ, бұлай сызып қойықшы. Енді міне жерге мен қайтадан астына дұрыстап жазып берейін. 6 формула. Сырттай сызылған шеңбер радиусы мынаны білесіздер. Тең қабырғалы үшбұрышта қолданады. Бұл 3 түбірасын 3А деген қабырғасы. Ал осы тең қабырғалы үшбұрышқа, осы тең қабырғалы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы, екеуі салыстырып түсіндірейік. Іштей сызылған шеңбердің радиусы бұл жерде тең 6 түбірасында 3А. Көрдіңіздер ме? Ал енді сырттай сызылған шеңбердің радиусы биіктік бойынша 3-тен 2H. Іштей сызылғандікі 3-тен 1H. H-тың 3-тен 1 деп ала берсек болады. Ал сырттай сызылған шеңбер мен іштей сызылған шеңбердің радиусы 2R. Кішкентай шеңберді екі еселесек, үлкен шеңбердің радиусы шығады екен. Тең қабырғалы үшбұрышта аудан табу А квадрат түбірасында 3 бөлінген 4. Осы 6 формула бар. Осы 6 формуланы міндетті түрде, өлі түрде болса жаттаңыз. Жас маман боласыз ба, мүмкін ұлттық бірыңғай тест тапсырасыз ба, міндетті түрде жаттаңыз. Осы 6 формуланы білсеңіз бүкіл есеп. Мен сіздердің кез келген уақытта сұраймын. Тең қабырғасы үшін қанша формуласы бар? 6 дейтіндей жаттап алсаңыз керемет болады. Енді кез келген үшбұрышқа өтейік. Кез келген үшбұрышта неше формула бар? Соған тоқталайық. 6-шыға кеттік. Кез келген үшбұрыш. Кез келген үшбұрыш деген сөз бұрышы әртүрлі болатын. Мынандай біз бір кез келген үшбұрышты алады екенбіз. Мына жағын ұзын қылып ала берейікші. Кез келген үшбұрыш дегеніміз мынау. Мұның қабырғаларын А, Б, С деп алайық. Енді тең қабырғалы үшбұрыштар десе мен бір нәрсе есіме түседі. Синустар, тегромас деген бар, иә? А-ның қарсысына А қабырғасы дейік, Б-ның қарсысына Б, С-ның қабырғасын С дейік. Сонда синустар, тегромас деген бар. А-ның синус А-ға қатынасы қарсына А-ның синус А-ға, Б-ның синус Б-ға қатынасы, С-ның синус С-ға қатынасы тең 2R деген формула бар. Сосын косинустар тегромасы бар. А квадрат неге тең? Б квадрат қосылған С квадрат екі қабырғасы және екеуінің көбейтіндісі арасындағы бұрыш дейтін осындай формула бар болған. Бұл синустар, косинустар тегромасы деген жаттап аласыздар. Одан кейін келесі жаттайсыз. Бұл екі формула міндетті түрде міне бірінші, екінші дейді. Нақты айтып берейінші. Үшінші, бізде сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу формуласы бар. Ол неге тең? А басы бөлінген 4S деген бар. Бұл үшінші жаттайсыздар. Төртінші жаттайсыздар. Іштей сызылған шеңбердің радиусы S бөлінген P. P дегеніміз бізде жарты периметр. Жарты деп қойын, жарты периметр екен. Одан кейін бесінші жаттайсыздар. Мынандай формула бар. P тең жарты периметрін тауып аламыз. А қосылған Б қосылған С бөлінген 2 деп. Одан аудан табу формуласы бар. Мына екеуі бірге кері формуласы деген бар. P алынған А, P алынған Б, P алынған С деген осындай формуламыз бар. Бұнда сіздер міндетті түрде білу керексіздер. Келістік па? Мына міне бесіншісі, екеуі бірге. Одан кейін алтыншы білу керек екенбіз. Мына жерге жазайық. Алтыншысы аудан табу формулаларын білу керек екенбіз. Аудан табу формулалары. Яғни аудан табу формулалар 2-ден 1 А, Б, А мен Б 2-ден 1. Синус бұрыш С деп жазуға болады екен. Және не деп жазуға болады? 2-ден 1 басы синус бұрыш А тең 2-ден 1 А Б-ге тасы синус бұрыш Б деп жазуға болады. Немесе аудандарды 2-ден 1 А H пен табуға болады екен. Мына жерден аудан түрлендіріп екеуінен де табуға болады. Осы формулаларды біз келген үшбұрышта міндетті түрде жоғары деңгейде жаттау керекпіз. Үшбұрыш туралы сіздермен бүкіл мәліметпен бөлістім. Енді есеп шығару жолдарын көрсетейін. Осы формулаларды міндетті түрде жаттап алсаңыздар болды. Есеп шығару қандай болады екен? Өте оңай болады екен. Ендеше есеп шығаруға қарай өтейік.
Бірінші есеп міне. Тікбұрыш үшбұрыштың катеттері 5 және 12. Гипотенузаға түсірген медиананың ұзындығын тап дейді. Ендеше бастайық. Бізге катеттері қанша дейді? Катеттері 5 және 12 дейді. 5 және 12. Келген үшбұрыштан бастап, бұл тікбұрыш үшбұрышқа қатысты екен. 12. Онда гипотенузасы қанша болады? 13-ке тең болады. 5-дің квадратына 12-дің квадратын қосасыздар 13. Енді біз медиананың ұзындығы не деп айтып едік? Тікбұрыш үшбұрыш болды. Тікбұрыш үшбұрышта медиананың ұзындығы мен бүйтіп айттым. Тікбұрыш үшбұрышта былай сыздық, міне сырттай шеңбер сызып, медиананың ұзындығын тап деді ғой, сырттай шеңбер сызса, мынандай айттық, мынау радиус болады, үшеуі тең болады деп мен жаңа айтқам. Былай жазып бердім ғой, емсі тең ер ол с бөлінген 2 деді. Тура осыған келтіре салады екенбіз. Онда медианасы, гипотенузаға түсірілген медианасы ол тең болады екен с бөлінген 2. Яғни 13 бөлінген 2 тең 6,5 деген міне біздің іздеген жауап шықты. Онда біз келесі түрге өтеміз. Тікбұрыш үшбұрыштың катеттері сәйкесінше түбірасында 3 және түбірасында 2-ге тең дейді. Түбірасында 3 және түбірасында 2-ге. Осы үшбұрыштың тікбұрышының бисіктер сызығы гипотенузаны қандай кесіндіге бөледі дейді. Тікбұрыш үшбұрыштың бисіктер сызығы гипотенузаны қандай кесіндіге бөледі дейді. Ендеше бастайық. Тікбұрыш үшбұрыш береміз. Міне тікбұрыш үшбұрыш сызып алайық. Сіздерге түсінікті болу үшін енді мына жерден қарайық. Тікбұрыш үшбұрыш сыздық, мына жер ұзын болып жарайды. А, С, Б, А, Б, С деп осылай алайық. Катеттері түбірасында 3 және түбірасында 2 дейді. Осы үшбұрыштың тікбұрышынан бисіктер сызығы гипотенузаны қандай кесіндіге бөледі дейді. Тікбұрышынан бисіктер сызығы жүргізілді дейді. Міне. Мына жерден бізден не істеді дейді? Тікбұрыш үшбұрыштан гипотенуза жүргізілді дейді. Енді мына гипотенузаға бисіктер сызығы жүргізілді. Бисіктер сызығы не істейді? Бұлай болса бұрышты қақ бөледі, бисіктер сызығы жүргізілді. Елсі деген бисіктер сызығы жүргізіліпті. Енді осы бисіктер сызығы гипотенуза қандай кесіндіге бөледі дейді. 2 y қандай кесіндіге бөледі дейді. Бірінші осы рет былай істейміз. Мынау түбірасында 2 болса квадраттаймыз. Мынау түбірасында Пифагор теоремасы бойынша катеттердің квадратын қосыңыз гипотенузаға тең. Квадраттасақ түбірасында 2 болады. Жерін 3 болады. Онда гипотенуза қанша болады деген сөз? 5 болады деген сөз. 2-дің квадратын 3-дің квадратын қосамыз. Онда мына жерден не түсінуге болады? Мына жерден не түсінуге болады десе, x қосылған y түбірасында 5 болды деген сөз. Теңдеу құрамыз қазір x қосылған y тең түбірасында 5 болды. Енді келесіге өтейік. Келесі бисіктер санының мынандай қасиеті бар еді ғой. Мен сіздерге айтқанымдай келесіде бисіктер санының мынандай қасиеті бар. Үшінші қасиет айтқанымыз бисіктер саны бұрышқа қақ бөлсе, мына а б болса, мына жерде x y. Яғни а-ның б-ға қатынасы тең x-тің y-ге қатынасы деп осындай бір формула айтқанмын. Онда тура сол шығайын деп тұр ғой, міне. Мына жерде түбірасында 2-ның түбірасында 3-ге қатынасы, міне. Жазамыз түбірасында 2-ның түбірасында 3-ге қатынасы бөлген бөліктер x-тің y-ге қатынасы. Бисіктер саны бойынша. Түбірасында 2-ның түбірасында 3-ге қатынасы, x-тің y-ге қатынасы дейміз да, осы екеуінен жүйені тапсақ, бөліктерін тапқан болады екенбіз. Бірінші пропорция жасайық. Міне екіншісінен пропорция жасайтын болсақ, түбірасында 2y тең түбірасында 3x болады екен. Көрдіңіздер ғой, біріншісін өзін жазып қойық, x қосылған y тең түбірасында 5. Біріншісін мен түбірасында 2-ге көбейтейін, барлығын. Онда бұл жерден жүйе тағы қалай өзгерер екен? Жерге жүйені жазып қойық, тағы қалай өзгереді десек, түбірасында 2 өсем, түбірасында 2x қосылған түбірасында 2y тең түбірасында 10 болады. Бұл жер түбірасында 2y тең түбірасында 3x екен. Көрдіңіздер ме? 2y-дің орнына не қойға болады? Мына жердегі 2y-дің орнынан жерге түбірасында 3x-ті қойға болады. Мына жерде жазақ түбірасында 2x қосылған түбірасында 3x болады екен, тең түбірасында 10. X жақсан сысына шығарсақ, түбірасында 3 қосылған түбірасында 2, x тең түбірасында 10 болады екен. Сонда x дегеніміз түбірасында 10 бөлінген түбірасында 3 қосылған түбірасында 2 деп аламыз. Енді y табу үшін әкеп мынаны мына x-тің орнына қоямыз. Көріңіздер ме? X-тің орнына қояды екенбіз. Тіке. Енді түрлі тәсілдер көп қой. Тіке орнына қойсақ, бұл жер не болды? Түбірасында 2y тең түбірасында 3x. Түбірасында 3-ің қасына бөліп, түбірасында 3x дейді. Онда ол деген сөз түбірасында 10 түбірасында 3 қосылған түбірасында 2 болады екен.
Енді онда түбір астында 2 y тұрсын, алымен алым өйтсіз ол жері түбір астында 30, түбір астында 3 қосылған түбір астында 2 болады. Енді түбір астында 2 жаққа бөлеміз. Сонда ол былай болады. Түбір астында 3, түбір астында 30 бөлінген 3 қосылған түбір астында 2 мынау көбейту болып, түбір астында 2-ден 1 болып барады. Сонымен 2 қайтеді, түбір астында 2 қысқарса, енді келесі жауап шықты. Түбір астында 15, түбір астында 3 қосылған түбір астында 2 деген міне біздің ізделім жауаптар шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік. Үшінші есебімізге өтейік. Тікбұрышты үшбұрыштың дейді. Сүйір бұрышының бисекциясы қарама қарсы жатқан катетін 4 және 5 кесінділерге бөледі, үшбұрыштың ауданын тап дейді. Көрдіңіздер ме? Ендеше бастайық. Былай көрсетеміз сіздерге. Міне тікбұрышты үшбұрыш екен. Мынандай бізде бір тікбұрыш үшбұрыш берілді. Тікбұрыш үшбұрыштың дейді. Тікбұрыш үшбұрыштың сүйір бұрышынан жүргізілген кесінді бисекке қарама қарсы жатқан катетін 4 және 5 кесіндіге бөледі дейді. Міне қарама қарсы катетін бисектерше жүргізілді, 4 және 5 кесіндіге бөледі дейді. Бұл жер 4 және 5 деп аламыз. Неге 5 4 деп орнына ауыстырмаймыз? Кіші қабырға жақта, кіші қабырға тұр ғой, сол кіші қабырға жатады. Сонда 4-тің 5-ке қатынасында екен. Қарсы жатқан катетін 4-тің 5-ке қатынасындайға бөледі дейді. Енді мына жерде бізде тағы не деп айтты? Бисектриса деп айтты. Мына жерде бізде бисектриса деп айтты. Бисектрисаның қандай қасиеті бар еді? Қарама қарсы жатқан қабырғалардың қатынасы бөлген бөліктердің қатынасына тең деген бар. Мен мына жер гипотезаны С деймін, мына катетін мен білмеймін А деймін. Сонда бұл жерден не түсінуге болады десе, бізде мынандай үшбұрыш көрсеткенбіз, сол қасиетін қолданатын боламыз. Мысалы, бізде А-ның Б-ға қатынасы X-тің Y-ге қатынасына тең болған. А-ның Б-ға X-тің Y-ге қатынасына тең деген теорема бар. Түсінікті ме? Енді онда бұл жерден нені аламыз? А-ның неге қатынасы? С-ға қатынасы. Яғни А-ның С-ға қатынасы 4-тің неге қатынасы болады? 4-тің 5-ке қатынасы деген бар. Және де Пифагор теоремасы бар. 2 катеттің квадратын қосындысы дейді. Міне 2 катет. Біреуі А квадрат екен, біреуі 4-ке 5 қосылған 9-ның квадраты 81, ол гипотезаның квадратына тең деген бар. Осы екеуінен жүйе құрамыз. Сонымен келесі А катетін тауып алуға болады екен. Енді біріншісіне мына жерден жүйеден пропорция жасайтын болсақ, онда бұл жерден не болады екен? 5А тең 4С болады екен. Түсінікті ғой? 4С. Енді 5-ке бөлетін болсақ, анықтау сын не текші біз сыны түрлендірейік. Сыны түрлендіретін болсақ, 5А бөлінген 4 екен. Әкеп сыны түрлендірдік. Міне жерін жүйені емес, сыны түрлендіре салайық былай. Біріншіден жүйені түрлендіре салайық міне. Әкеп екіншінің орнына қояйық. Онда анықтау менің мақсатым анықтау. А квадрат қосылған 81 тең. Енді С дегеніміз міне тұр. Квадратты айтын болсам, 4-тің квадраты 16-тан 25 А квадрат. А квадрат сол жаққа өткізетін болсам, 81 тең 16-дан 9 А квадрат болады екен. Түбірге алсам 81-ден 9 шығады, 16-та бұл жерден 4-тен 3 А шығады екен. 4 9 36, 13-ке бөлсем 12 А тең 12 шықты міне. Бұл жағын сіздер жақсы білесіздер деген сенімдемін. Аудан дегеніміз 2-ден 1 АБ 2 катетінің көбейтіндісі. Онда 2-ден 1 катеті бізде 12, 1 катеті бізде міне 9, екеуінің қосындысы 9 болған. Сонымен бұл жерде 12 мен 2 қысқарса 6, 6, 9, 54, аудан 54 деген біздің ізделім жауаптар шықты. Онда келесі есептерге өтейік. Біз 4-ші есебімізге өтейік. Бұл бізде нешінші есеп болу керек? 4-ші есеп болу керек. Үшбұрыштың табан қабырғасы 60, биіктігі 12, ал табанда жүрген медиана 13-ке тең. Үшбұрыштың үлкен бүйір қабырғасын табыңыз дейді. Ендеше бастайық. Бізге үшбұрыштың табаны 60 дейді, биіктігі 12 екен. Мынандай біз сызбайық, міне былай сыздық, міне бізге берілгені бойынша міне былай сыздық. Енді қарайық, бұл жерден бізде биіктігі табаны 60 дейді, биіктігі бізде 12. Медианасы бізде нешеге тең дейді? 13-ке тең дейді. Медианасы табан қабырғасын қақ бөледі, міне 13-ке тең. Медиана деген табан қабырғасын қақ бөледі, бізде табаны қаншадан дейді? 60 деді. Табаны 60 болатын болса, онда бұл жерде қанша болады? Мына жердегі ұзындық бізде медиана 2-ке бөледі, 30. Келесі жағы да қандай болады екен? 30 болады екен. Түсінді ма? Келесі жағы да 30 болады. Мына жерде бізде 30 болады деген сөз. Енді біз былай істейікші. 12-нің квадратына енді бізге үлкен бүйір қабырғасын тап дейді, мынаны тап деген сөз ғой. Енді оны табу үшін бізде 13-нің квадратынан 12-нің квадратын алайық. Мына жерде бір кішкентай тікбұрыш үшбұрыш пайда болды, қызылмен тұрған. 13-нің квадраты
гипотенуза 13-тің квадратынан 12-нің квадратын алсақ, 13-тің квадраты 169, 12-нің квадраты 144 алатын болсақ, 25. 25-тен бізде неше шығады дейді? Бұл жерде 5 шығады екен. Енді үлкен, сарымен бояған үлкенді тап десе, онда бұл жерден тағы бір сарымен бояған тікбұрыш шықты, көрдіңіздер ме? Бұл жер қанша болды? 30 болды. Сонда бұл жерден бір үшбұрыш шықты. Міне сарымен боялған сызық қоятын болсақ, міне былай бір үшбұрыш шықты. Бұл жер бізде 90, бұл жер 12 болды, бұл жер 35 болды. 30-ға сарын қоссақ 5. Осы бізге x тап дейді, мынау x. x-тің квадраты онда бізде 35-тің квадратына 12-нің квадратын қосқанға тең. Сонда 37 деген міне біздің ізделген жауаптар шықты. Онда келесі есептерге өтейік. 5-ші есеп. Үшбұрыштың екі қабырғалары сәйкесінше 6 және 8. Осы қабырғада жүрген медианалар өзара перпендикуляр. Үшбұрыштың үшінші қабырғасын тап дейді. Енді бір саяқ, мынандай бір үшбұрыш екен. Екі медиана өзара перпендикуляр дейді. Былай жүргізейік. Екі медиана өзара перпендикуляр десе, бірінші медиана табан қабырғасын қақ бөлді. Екінші медиана былай деп алайық. Бірақ бұлардың арасы қанша градус деп алайық? 90 градус деп. Мына жерде кішкене сызбадан кетіп жатыр, байқадыңыздар, 90 градус деп алайық. Медианалар қабырғасы сәйкесінше 6 және 8. Медианалар қанша дейді? Қабырғаларға жүрген медианалар өзара перпендикуляр 90 дейді. Онда бұнаған түсірген медиана 3 және 3 деген екі кесіндіге бөледі. Өйткені медиана табан қабырғасын қақ бөледі. Екінші медиана бұл жерде 4 және 4 деген кесіндіге бөлді деп алайық. Түсінді ма? Енді бізге үшінші қабырғасын тап дейді. Міне бізге А, Б, С десе, АБ қабырғасы бізде 8 деп берілді, Б-С қабырғасы бізде 6 деп берілді. Бізге үшінші А-С қабырғасы неге тең деген сұрақ. Енді медианалардың қасиетін қолданамыз. Мына жерде мен x десем, медиананың қасиетінен бұл жерде неше x болады? 2x болады. Үшінші қасиетіне міне. Төбесінен бастап тұрғанда 2-нің 1-ге. Мен мына жерде y десем, келесі жағы 2y болады екен. Бірінші біз мына үшбұрыштан пайдаланам. Тікбұрыш үшбұрыш қой бұл. Бұл тікбұрыш үшбұрыштан нені түсінуге болады десе, бұл жерден түсінуге болады екен. Y квадратқа қосамыз, міне катет. 2x квадрат. Тікбұрыш үшбұрыш дегенден 2x квадратты қосам, 4x квадрат тең 3-нің квадраты қанша болады екен? 3-нің квадраты 9 болады екен. Екінші сарымен сызып, екінші үшбұрыш мынау міне сарымен сызам. Ода 90 градус арасы. Ода тікбұрыш үшбұрыш болады. Жерге жазатын болсам, x-тің квадратына қосамын, 2y-ге 4y квадрат тең 4-нің квадраты 16 екен. Енді осы екеуінен жүйе құрам. Мына екеуінен жүйе құрам. Міне біреу тап, міне біреу. Біріншісі y квадрат қосылған 4x квадрат тең 3-нің квадраты 9 болған. Екіншісі x квадрат қосылған 4y квадрат тең 16 болған. Оң жағына қоссам. 5x квадрат қосылған 5y квадрат тең 25. Бәрі 5-ке қысқарса, x квадрат қосылған y квадрат тең 5 шығады екен. Енді қызықты қарайық. Мен мына сарымен бояғандарды өшіре салайық. Енді үшінші қабырғасын тап десем, мына жерден бір тікбұрыш пайда болды. Міне үшінші қабырғасын мен қызылмен жаза берейінші. Оны тап десе, А-сының квадраты неге тең? А-сының квадраты тең болады екен. 2x-тің квадраты 4x квадрат, өткен тікбұрыш қосылған 4y квадрат болады екен. Енді А-сының квадраты тең 4 жақшаны сыртынан шығарсақ, x квадрат қосылған y квадрат болады. Екеп жерге орнына қоясыздар. Сонда А-сының квадраты тең 20, А-сы дегеніміз тең 2, түбірасында 5 деген ізденген жауап шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік. Үшбұрыштың қабырғалары 6, 9, 11. Іштей дөңгелек салынған. Үшбұрыштың қабырғалары жанасу нүктелерімен бөлінген. Барлық 6 бөліктің кішісін тап дейді. Жақсы. Енді мына жерде бір үш түрлі қабырғасы бар. Мынандай біреу ұзын, біреу үлкен деген сияқты. Осындай. Осының ішіне іштей не сілікті дейді? Шеңбер сілікті дейді. Іштей шеңбер сылған дейді. Үшбұрыштың қабырғалары 6, 9 және 11 дейді қабырғалар. Енді бізде мынандай тегеурме бар болған, ең кішісін тап депті. Егер шеңберге 2 жанама жүргізетін болса, жанасу нүктесінде екеуі қандай болады? Өзара тең болады. Онда мен былай айтамын, міне жердегі міне кесіндімен жанама сияқты міне жердегі қиылысу нүктесіне дейінгі арақашықтық міне қиылысу нүктесі өзара тең болады. Сонда мен мына жерде А десем, мына жерде А болады. Тура сол сияқты Б десем, мына жерде Б болады. Осы шеңберге дейін қиылысқан жерге дейін тура тең. Бұл жер С десем С. Енді осыған қарап айыра беретін боламыз. А мен бұның қосындысы 6-ға тең міне.
Бұл жерге не қосылса екен? А қосылған Б тең 6. Екінші мынау Б қосылған С 9. Б қосылған С тең 9. Келесі А қосылған С 11. А қосылған С тең 11 екен. Ең кішісін тап десе енді оңай. Оң жақтарын қосайықшы. Барлығын қоссақ Адан 2 бар міне. Оң жағын қосатын болсам Адан 2, міне Бдан 2, Сдан 2 деген сияқты. Онда бұл жер 2А қосылған 2Б қосылған 2С тең қосамыз 26 болады екен. Оң жақтарын қосам 26. А қосылған Б қосылған С 2 қысқарсақ 13. Енді бізде А қосылған С қанша тең? Міне А қосылған С, міне екеуінің қосындысы А қосылған С. Орын ауыстыруға болады ғой, міне былай. Қалай жазамыз? Міне А қосылған С қосылған Б деп орын ауыстыруға болады 13. Бұл нешеге тең? 11-ге тең. 11 қосылған Б тең 13, Б тең 2 екен. Сөйтіп әрбіреуін табамыз. Сонда ең кішісі екінші Б мен С-ның орнына қояйықшы. А қосылған Б қосылған С тең 13. Б мен С-ның қосындысы міне тұр. Б мен С-ның қосындысы 9. А қосылған 9 тең 13. А тең 4 деген сияқты кете береді. Сонда ең кішісі бізде қанша екен? Б тең 2 деген жауап шығады екен. Б тең 2. Ең кішісі осы жауап болады екен. Кіші бөлігін тап деді. Онда келесі есептерге өтейік. Үшбұрыштың екі қабырғасы А және Б. Осы қабырғаларға жүрген медианалар өзара перпендикуляр. Үшінші қабырғасын тап дейді. Енді үшінші қабырғасын табайық. Міне бізде бұлай берілген екен. Үшбұрыш жасайықшы, кезілген үшбұрышқа. Осыған жүрген медианалар қандай дейді? Өзара перпендикуляр дейді. Медианалар өзара перпендикуляр, медиана табан қабырғасын қайтады, қақ бөледі. Міне осылар өзара перпендикуляр дейді. Жаңа бір есеп ұқсайды екен. 90 градустан жасайды дейді. Қабырғалар А және Б дейді. Онда бізде мына қабырғасы А болатын болса, онда мына не болады? А бөлінген 2, А бөлінген 2 болады. Бұл қабырғалар Б-ға тең болса, бұл жерде біз Б бөлінген 2 және Б бөлінген 2 деп ала алады екенбіз. Жерлері қандай? А бөлінген 2 деп дұрыстап жазып алайық. А бөлінген 2, А бөлінген 2. Енді бізге үшінші қабырғасын тап дейді. Және медиананың қандай қасиеті бар? Бұл жерде мен X десем, бұл жерде не болады? 2X. Төбесінен бастап есептегенде қиылыс нүктесінде 2-ның 1-ге қатынасына бөледі дегенбіз. Бұл жер Y болса, бұл жер 2Y болып жазылады екен міне. Y. Медиананың қасиеттері жаттаймыз, Үшінші қабырғасын тап десе, бірінші мына формуладан пайдаланамыз. Сарымен бояп қойған бол, тікбұрыш үшбұрыш болғандықтан бұл жерде не жазуға болады? X квадрат қосылған екіншісі 2Y квадрат 4Y квадрат тең не деп жазуға болады? А квадрат бөлінген 4 деп жазуға болады екен. Екінші сарымен сызып қояйық, екіншісі мынау бізде осы жерден пайдалануға болады екен. Ол жерде Y-тің квадраты қосылған 4, X-тің квадраты тең B квадрат бөлінген 4 екен. Енді екеуінен жүйе құрамыз. X квадрат қосылған 4, Y квадрат тең болады екен. А квадрат бөлінген 4. Келесі мынау. Y квадрат қосылған 4X квадрат тең B квадрат бөлінген 4 екен. Көрдіңіздер ма? Екеу міне мынау X квадрат қосылған 4 А квадрат екеу міне. А квадрат бөлінген 4, B квадрат бөлінген 4. Оң жағына қосайық. 5X квадрат қосылған 5Y квадрат тең А квадрат бөлінген 4 қосылған B квадрат бөлінген 4 дейді. Енді бәрін жаққа 5-ке бөліп жүрсек, менің мақсатым X квадрат қосылған Y квадрат бірінші тауып алу. Осын 5-ке бөлсем А квадрат қосылған B квадрат, мына ортақ бөлім 4, оны 5-ке бөлсем 20 болады екен. 5-тен 1 орын ауысады. Енді біз мына жерлерді өшіріп тастайық. Бізге үшінші қабырғасын тап деді. Ендеше үшінші қабырғасын табуға жұмыс жасайтын боламыз. Үшінші қабырғасы дегеніміз мынау бізге. Үшінші қабырғасын табу керек екенбіз. Ендеше осыны табамыз. Ал ендеше бастайық осы жерді. Бұл жерде 2X-ің квадратына 2Y-дің квадратын қайтамыз, қосамыз. Үшінші қабырғасы бізге мынау белгісіз А, Б, С десек, бізге А-сы қабырғасы керек болып тұр ғой айтқанда. Онда А-сының квадраты тең 2X-ің квадратына 2Y-дің квадратын қосамын. Онда ол 4X квадрат қосылған 4Y квадрат болады екен, квадраттадық. А-сының квадраты дейміз, 4 жақшаны сыртына шығарсақ, X квадрат қосылған Y квадрат болады екен. Әкеп, мынаны біз қоямыз. Сонда А-сының квадраты дейді, 4 пен 20 қысқарса 5 болады екен. А квадрат қосылған Б квадрат бөлімінде 5 болады. Сонымен А-сы шығады екен, түбір астын аламыз. А квадрат қосылған Б квадрат бөлімінде 5 деген міне біздің іздеген жауап шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік. 8-ші есеп. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 5-ке тең.
Ал төбесіндегі бұрыштың косинусы 25-тен 7-ге тең. Үшбұрыштың бүйір қабырғасына түсірілген биіктікті табыңыз дейді. Жақсы, ендеше бастайық. Мынандай бір тең бүйірлі үшбұрыш бар екен міне. Мына бізде тең бүйірлі үшбұрыш. Мына төбесіндегі бұрышты альфа деп алайық. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 5-ке тең дейді. Бүйір қабырғалары 5-ке тең болады екен. Ал төбесіндегі бұрыштың косинусы дейді. Міне косинус 25-тен 4. Косинус альфа тең 25-тен 7 екен. 4 деппін ғой. Үшбұрыштың бүйір қабырғасына түсірген биіктіктің ұзындығын тап дейді. Міне бүйір қабырғасына түсірген биіктіктің ұзындығын табыңыз деген екен. Енді биіктіктің ұзындығын табайық міне. Мына үшбұрыштан пайдаланамыз. Бағана біз тікбұрыш үшбұрыштан биіктік деген 90 жасайды, осы сарыдан пайдаланайық. Тікбұрыш үшбұрыштан пайдаланайық. Мына биіктікті тап дейді осы. Енді пайдаланатын болсақ, мына косинус альфадан пайдалана берейік. Косинус альфа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға дейік. Мына жердің кесіндісін бізде мына жерде тұрғанды x дейік, біз таппақшы болғанды y дейік. Осы арқылы тауып алуға болады екен. Енді ендеше мынадан бастайық. Косинус альфа дегеніміз не? Косинус альфа дегеніміз іргелес жатқаны мына альфа дегенге іргелес x болады міне. Косинус альфа дегеніміз іргелес жатқан x-тің 5-ке қатынасы. Косинус альфа бізде 25-тен 7 деп берілді міне. X бөлінген 5 болады екен. Сонымен x-ті табатын болсақ 5-ке көбейтеміз. 7 бөлінген 5 болып шығады екен. Яғни ол 7-ні 5-ке бөлетін болсақ неше шығады екен? 7 бөлеміз 5-ке 1,4 шығады екен. X тауып алдық. Енді y тауып алуға болады. Осы сары үшбұрыштан пайдаланып y табуға болады. X квадрат қосылған y квадрат екен квадрат қосындысы міне 5-тің квадраты 25-ке тең. X деген 1,4-дің квадраты 1,96 болады. Қосылған y квадрат тең 5-тің квадраты 25. 25-тен 1,96-ны аласыздар. 25-тен аламыз 1,96-ны. Енді келесі y квадратты тапсақ, ол 23,4 болады. Енді түбірік алсақ, қанша шығады екен көрейік. Түбірік алсақ 4,8 деген міне бізден жауап шығады екен. Онда біз келесіге өтетін боламыз. Бүйір қабырғасы А және төбесіндегі бұрыш аркосинус 0,9 болатын тең бүйірлі үшбұрыштың табанының бір төбесінен бүйір қабырғасына қарай жүргізген биіктік пен медианаларының табандарының арақашықтығын табыңыз дейді. Енді ендеше осыны бастайық. Міне бізде мынандай не берілген екен міне. Осылай. Енді мынадан да түйірлеу болады ғой. Көрейік, қазір сызып көрейін, сізге көрсетемін арақашықтығы деп тұр. Енді былай жасайықшы, мынандай қылып жасайықшы, міне түсінікті ма? Енді түсінікті болды. Қарайық. Бүйір қабырғасында А-ға тең. Төбесіндегі бұрышы бүйір қабырғасы міне А-ға тең. Төбесіндегі бұрышы альфа. Альфа дегеніміз не екен? Арық косинус 0,9 екен. Одан түсінуге болады, косинус альфа тең 0,9 деп жазуға болады. Немесе 0,9, оны косинус альфа тең 10,9 деп жазып алайық. Ал енді осы жерде не жүргізіледі? Мына жаққа биіктік жүргізіледі. Және не жүргізіледі? Медиана жүргізіледі. Медиана табан қабырғасын қайтады, қақ бөледі. Мына тең бүйірлі үшбұрыш дейді. Онда бұл жерде бізде А болатын болса, мына жақта А деген сөз. Енді бөлген бөліктерге қарай берейікші. Мына жерде неге тең десе, мына жер бізде 0,5 А-ға тең. Көрдіңіздер ме? 0,5 А-ға тең болады екен. Өйткені 2-ке бөледі. Тура медиана, мына жасылмен жүрген медиана. Енді бізге табу керек екен. Бізге осы екеуінің ортасындағы арақашықтық. Мына жерде екеуінің ортасындағы арақашықтық. Мына жерде деп ойлайықшы, ортасында арақашықтық x табу керек екенбіз. Енді онда мына тікбұрыш үшбұрыштан пайдаланайықшы. Мына тікбұрыш үшбұрыштан пайдаланайық. Міне биіктік дегеннен тікбұрыш үшбұрыш пайда болады, сары. Осы сарыдан пайдаланатын болсам, мына жерде косинус альфа бар. Мына бұрыштан пайдаланамын және сарыдан пайдаланамын. Косинус альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Іргелес жатқан дегеніміз мына кесінді. А дейтін болсақ, мына жерге дейін Е деген кесінді. Сонда іргелес жатқан косинус альфа іргелес жатқан АЕ-нің гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза деген мынау. Ол А-ға тең. Косинус альфа дегеніміз 10,9 немесе 0,9 деп тұра берсінші. Мынаны аласақ 0,9. Косинус альфа дегеніміз 0,9. 0,9 тең
АЕ бөлімінде Аны мына жаққа жіберетін болсақ, АЕ неге тең екен? Тең 0,9 аға тең болады екен. Енді мына жерде қалай істейміз? Енді мына жерде көрейік. АЕ дегеннің өзі неге тең? АЕ дегеніміздің өзі 0,5 А мен X-ті қосқанға тең. 0,5 А мен міне 0,5 А. Оған X-ті қосқанға тең. 0,5 А міне 0,5 оған X-ті қосқанға тең. АЕ дегеніміз бізде 0,9 А тең 0,5 А қосылған X екен. X тең 0,4 А деген жауап шығады екен. Біздің мақсатымыз X табу. X шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны 2, ал бүйір қабырғаларына жүрген медианалар өзара перпендикуляр үшбұрыштың ауданын тап дейді. Ендеше бастайық. Тең бүйірлі үшбұрыш деп берген екен. Бізде міне бір тең бүйірлі үшбұрыш берілді. Табан қабырғасы 2 дейді. Ал бүйір қабырғасына жүрген медианалар өзара перпендикуляр дейді. Міне бүйір қабырғасына медианаларға жүргіздік. Міне біреу, екіншісін жүргіздік. Медианалар өзара перпендикуляр дейді. Медианалар емес. Медианалар өзара перпендикуляр дейді. Міне жер кішкене ортасына қарай жүргізейік. Міне екеуі өзара перпендикуляр деп берілген екен. Көрдіңіздер ме? 92 медиана. Енді тең бүйірлі үшбұрыш болса, мен мына жер медианың қасиеті бойынша X десем, мына жер не болады? 2X болады. Тура сол сияқты табан қабырғасын қақ бөледі ғой медиана болғаннан. Тура сол сияқты бұл жерде X 2X деп ала беремін. Неге? Тең бүйірлі үшбұрыш болғаннан кейін, тең бүйірлі үшбұрыш болғаннан медианалар өзара тең болады. Міне тең бүйірлі үшбұрышта мына жерде екеуі тең болса, мынаға медиана жүргізсек те, мынаға медиана жүргізсек те, осы екі медиана қандай болады? Мына боялған екі медиана өзара тең болады. Сонда X 2X деп ала берейік. Енді түсінікті болды ма? Медианалардың қасиетін осылай қолданамыз, бәрін жаттаймыз. Енді бізге табаны 2 деді. Табаны 2 дейтін болса, біз мына тікбұрыш үшбұрыштан пайдалана салсақ. Мына жердегі тікбұрыш үшбұрыштан. Одан қайдамыз? 2X-дің квадраты. 2X-дің квадраты. 2X-дің квадраты қанша болады? 2 қатеді. 2X-дің квадраты 4X квадрат қосылған 2X-дің квадраты 4X квадрат тең 2-дің квадраты 4. Сонда бұл жерде 8X квадрат тең 4X квадрат тең 2-ден 1 шығады екен. Түсінікті ма? 2-ден 1 шығады екен. Енді біз мына бір үшбұрыштың ауданын тауып алсақ. Мына бір үшбұрыштың ауданын көрдіңіз бе? Мына үшбұрыштың ауданын тауып алсақ. Енді мына жерден тағы бір медиана жүргізсек, міне неше үшбұрыш болады? 6 үшбұрыш болады екен. Мына жерден бір медиана жүргізіп қойдық міне. Мына үшбұрыштың ауданын табайықшы. Мына сарыдаған алып тастадым. Енді оны түсіндіңіздер ғой, иә, сарыдаған. Енді біз мына үшбұрышты пайдаланайықшы. Мына біреуін тауып ала салайықшы. Мына үшбұрышты. Тікбұрыш үшбұрыш қой. Осы үшбұрыштың ауданы S1 аудан дей салайық. 2-ден 1 көбейту X көбейту 2X. Сонымен 2 мен қысқарса X квадрат екен. Онда X квадрат дегенімізді тауып қойғанбыз 2-ден 1. Медиананың қасиетінен біз не деп айтып едік? Медиананың қасиетінен былай айтқанбыз. 3 медиана жүргізілсе 6 тең үшбұрышқа бөледі дедік. Міне S1, S2, S3, S4, S5 осының 6 аудан бірақ тең болады дедік. Осы 6 ауданды қандай екен? Өзара тең болады дедік. Осы 6 аудан, иә? Онда үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Үшбұрыштың ауданы осы ауданды 6 еселейді екенбіз. 2-ден 1 көбейту 6 дейміз. Біреуін 6 еселесек болса, сонда 3 деген біздің іздеген жауап шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік. Келесі есебіміз бұл 11-ші есеп болады. Бізде 11-ші есеп. Тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі 10-ға тең. Тең қабырғалы үшбұрыш дейді. Тең қабырғалы үшбұрыш дегеніміз мынау міне. Биіктігі 10-ға тең. Үш қабырғасы тең. Биіктігі 10-ға тең. 10-ға тең. Оның бисіктер сан қиылыс нүктесінен оның қабырғасына дейінгі арақашықтық дейді. Бисіктер сан қиылыс нүктесінен дейді. Міне бисіктер саларын қиылыс нүктесі тең қабырғалы үшбұрышта қалай түсінеміз? Тең қабырғалы үшбұрышта бисектриса, медиана барлығы бір жүздің бойынша жатады. Мына бисектриса бола береді, медиана бола береді, биіктік бола береді. Үшеуі бір жүздің бойында. Мынау да биіктік, медиана бола береді. Қиылыс нүктесінен мына жерге дейінгі арақашықтық тап деп тұр. Міне мына жерге дейінгі арақашықтық тап деп тұр. Мына жерге дейінгі қиылыс нүктесінің табанына дейін. Оны біз іштей сылған шеңбердің радиусы деп ала беруге болады. Ол h бөлінген 3 деп айтқанбыз. Сонда 10 бөлінген 3 деп таба бересіздер. Көрдіңіздер ме? Есте қатты сақсаңыздар, тең қабырғалы үшбұрышта бисіктер салаларының қиылысу нүктесі, медианалардың қиылысу нүктесі бәрін осы бір нүкте қылып ала беруге болады. Сонда бізге мына жер тап десе, ол іштей сылған шеңбердің радиусы болып табылады. Іштей сылған шеңбердің радиусына h бөлінген 3. Келесі есептерге өтейік.
тік бұрыш үшбұрыштың катеттері 9 және осы үшбұрыштың гипотенузасы түсірген биіктікті тап дейді. Міне, тік бұрышты үшбұрыштың катеттері қанша дейді? 9 және 40 дейді. Онда гипотенузасы қанша дегенсіз 9-ның квадратына 40-ның квадратына қосамыз. Иә? 40 квадраты 1600, оған қосамыз 81-ді. Сонан түбірден шығатын болсақ, түбірден шығарсақ 1681-ді түбірден шығарсаңыздар 41 шығады екен. Енді бізге осы жерге не түсірілді? Биіктік жүргізілді. Міне. Осы гипотенуза түсірген биіктікті тап дейді. Үшбұрыштың ауданы неге тең еді? Үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 АБ тең 2-ден 1 СH деген осындай аудан табу формулалары болған. Енді жерде аудан düşпек, сонда бұл жерде 2 қайтеді, қысқарады. Гипотенузаның биіктік тап дейді. Енді АБ деген катеттер қанша екен? 40, біреуі 9 екен, тең гипотенуза деген 41 H-сы. Енді осыны табатын болсам H-сы деген 360 бөлінген 41. Яғни 8,41-ден 32 деген жауап шығады екен. 4, 9, 36, 360 қой. Енді тексеріп көрейік. 41-ді көбейтеміз. 8-ге қосамыз 32-ні. Сонда тура шығады екен. Келесі есептерге өтейік. 13-ші есебіміз. АБ-сы тікбұрыштың асы катетінде жатқан Д нүктесінен СБ гипотенуза ДЕ перпендикуляр түсірген. СБ 15, АБ 9, СЕ 4 болса, СД кесіндісінің ұзындығын тап дейді. Мынандай екен. АБ үшбұрышында Д нүктесінен СБ гипотенузаға ДЕ перпендикуляр түсірген дейді. Д нүктесінен дейді. Ас катетінде бір Д нүктесі жатыр дейді. Келген жерде ас катетінде бір Д нүктесі жатыр дейді. Міне жазып алайық. А катетінде бір Д нүктесі жатыр. Ас катетінде. Одан ДЕ осындай бір перпендикуляр жүргізілді. Егер СБ 15, СБ деген мына міне. Үлкен СБ деген 15 дейді. Мына жақ 15. АБ 9 болса, онда асын тауып алуға болады. Асын тауып алайықшы, одан кейін аржанды зерттейміз. 15-дің квадратынан 9-дің квадратын аламыз. Асы тең 12 шығады деймін. Көрейік, 15-дің квадраты 225, аламыз 9-дің квадраты 81. Сонда 12 шығады екен. Болды, бұл жерде 12 деп алады екенбіз. Ал СЕ 4-ке тең дейді. СЕ мына жер 4-ке тең дейді. СЕ 4-ке тең болса, СД кесіндісінің ұзындығын тап дейді. Мына жерді табыңыз деген екен. Ендеше есептеуді бастайық. Екі үшбұрыштың ұқсастығынан пайдалансақ болады. Міне, екі үшбұрыштың ұқсастығынан пайдаланайықшы. Міне жерде екі үшбұрыш пайда болды. 90 градус болды. Мына жерде бір үшбұрыш 4. Мынау бізде 15, бұл жер 12 болды, бұл жер 9 болды. Екі үшбұрыштың ұқсастығы деп айтатынмын. Мына екі бұрыш екеуіне ортақ, С бұрыш екеуіне ортақ. Бір бұрышы 90 градустан. Онда үшінші автоматты түрде үшінші бұрышы өзара қандай болады? Тең болады. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең. Енді бұрыштың ұқсастығына қарап қана қатынастарын арқылы таба аламыз. Бізге қай кесінді тап дейді? ДЕ. ДЕ-ні жазайықшы. ДЕ нешеудің қарсында жатыр? X. ДЕ дегеніміз екеудің қарсында жатыр. X дейміз. Бұл жақта екеудің қарсында не жатыр? Екеудің қарсысы мынау міне. Екеудің қарсысы 9 деп мына жерге жазамыз. Келесі, келген біреуін алайық. 90-ның қарсында не жатыр? Немесе мына жерде біреудің қарсында не жатыр? Біреудің қарсында міне. Біреудің қарсында 4 жатыр міне. Кішкенеде біреудің қарсында 4 сызып жатырмын. Біреудің қарсында 4 жатыр. Онда бұл жақта біреудің қарсында не жатыр деген сұрақ болады да. Бұл жерде біреудің қарсында міне 12 жатыр екен. Сонда 12 қатынасы деп аламыз. Сонда табамыз 12x дегеніміз 4, 9, 36. Мына жерден бір қарайсақшы. Мына жерде біреудің қарсында не жатыр? Екеудің қарсында x жатыр. Екеудің қарсында бізде 9 жатыр. Дұрыс. ДЕ белгісіз ғой бізде x. Енді біреудің қарсында бұл жерде мына тең 4, мына жерде біреудің қарсында 12 жатыр екен. Енді бізге бұл жерден тауып алайық, жарайды, x тең 3 шықты. Бізге нені тап дейді? X тең 3, мына жерде 3 шықты. Мына жерде 3 шықты. Бізге СД кесіндісін тап деген екен ғой. Енді болды, бұл жерде 3. 4-тің квадратына міне 3-тің квадратын қоссам, бұл жерде 5 шығады екен. СД кесіндісі бізде 5 деген кесіндіні қабылдайды екенбіз. Онда біз келесі есепке өтейік. 14-ші есеп. Тікбұрышқа шеңбер іште сызылған. Егер гипотенузасы 20, ал шеңбердің радиусы 4 болса,
үшбұрыштың периметрін тап дейді. Ендеше бастайық. Міне тік бұрыш үшбұрышқа міне келісесіз. Міне тік бұрышты үшбұрышқа іштей шеңбер сызылған екен. Іштей шеңбер сызылған. Ал міне іштей мына қабырғалар тию керек. Міне кішкене сызбада қисық кетуі мүмкін. Гипотенузасы 20 дейді. Гипотенузасы 20 екен. Іштей сызылған шеңбердің радиусы 4-ке тең. Үшбұрыштың периметрін тап дейді. Енді былай. Іштей сызылған шеңбердің радиусы тік бұрышта А қосылған Б алынған С бөлінген 2 деп үйреткен. Радиус 4-ке тең екен. Тең деймізді А қосылған Б, С дегеніміз 20-ға тең, бөлінген 2. 2-ні көбейіп жіберсеміз 8 болады. Тең А қосылған Б алынған 20, 20-ны өткізсем А қосылған Б тең 28 екен. Ал бізде периметр деген не? Периметр деген үш қабырғаның қосындысы. С деген бізде 20 екен. Енді А мен Б-ның қосындысы міне тауып қойдық. А мен Б-ның қосындысы бізде 28 қосылған 20 тең 48 деген ізденім жауап шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік. 15-ші есеп. Қабырғалар 3, 25, 26 болатын үшбұрышқаның ең кіші биіктігін тап дейді. Міне үшбұрыштың ең кіші биіктігін тап десе, ең кіші биіктік қайда жүргізіледі? Ең үлкен қабырғаға жүргізіледі. Ең кіші биіктік ең үлкен қабырғаға жүргізіледі екен, осыны тап дейді. Енді ол үшін мына қабырға бізде 26, бұл жер 25, бұл жер 3. Енді бұл айта берсек, теорема формуласымен аудан тауып алайық. Бірінші жарты периметрін табамыз. 3 қосылған 25 қосылған 26 екен, бөлінген 2. Сонда 26-ға 28-ді қосамыз ғой. 26 қосылған 28 бөлінген 2 тең 27 болады екен. Аудан тауды білесіздер. 27, 27-тен қабырғаларды аламыз. 25, 26-ны асақ 1, 25-ті асақ 2, 3-ті асақ 27-тен 24 екен. Енді 27 мен 24-ті көбейтейік. 27 көбейту 24 тең 648. Қане көрейік. 27. 27-тен 1-ді асақ 2 болады. 27, дұрыс. 27-ні 48-ге көбейтеміз. 27, 48, 27 көбейту 48 немесе бұл жерде немен тауып алуға да болады. 9 бен ненің көбейтіндісі деген сияқты тауып алуға болады да, бұл жерде жарайды. Бұл жерден 36 шығады екен. Аудан 36. Енді аудан дегеніміз неге тең? Тағы формула бойынша 2-ден 1 асы және биіктік б-ның көбейтіндісіне тең. Аудан дегеніміз 36 шықты. 36 тең 2-ден 1 асы дегеніміз бізде 26 көбейту б-ды биіктік тауып керек болған. Сонда б-ды биіктік дегеніміз 36-ны бөлеміз 13-ке. Сонда бұл жерден шығады екен 2,13-тен 10 деген жауап шығады екен. Онда біз келесі есептерге өтейік. 16-ші есеп. Абыс үшбұрышының қабырғалары 15, 14, 13, О медианаларын қиылысының нүктесі. АО үшбұрышының ауданын тап дейді. Міне, О деген медиананың қиылысының нүктесі, АО үшбұрышының ауданын тап дейді. Бірінші жалпы ауданды тауып аламыз. Жалпы аудан неге тең десек, теорема формуласын пайдаланайық. Қабырғалары 15, 14, 13 екен. Онда жарты периметрін табамыз. 15, 14, 13 кесілген үшбұрыш көрдіңіздер ме? Бөлеміз 2. Сонда мына жерін 39, 42, 21 екен. Аудан тап дейтін болса, міне 21. 21-ден 15 алатын болсақ, 6 шығады екен, 14 асақ 7, 13 асақ 8 шығады екен. Сонымен 21-ді көбейтеміз, осыларды көбейтеміз. 21-ді көбейтеміз, 6, 7, 42-ге көбейтеміз, 10-ны көбейтеміз 8-ге, 10-ны түбірден шығарып 84 шығады екен. 84. Енді мына жерде біз медиана дегенде, медиана табан қабырғаларын қайтеді, қақып бөледі деген қасиет бар, Мыналар қақып бөліп кетті. Одан медианың тағы бір қасиеті бар, білесіздер. Мына бір үшбұрыштікін тауып алуға болады. Бізге АО-ны тап деді ғой. АО-ны тапса, бір үшбұрыштың ауданы неге тең? Осы жалпы үшбұрыштың ауданы 6-ға бөлінген тең. 6-тауының да ауданы өзара тең болады деп мен айтқам. 6-тауының ауданы тең болады дегенім, онда біреуінің ауданы табайық. S1 деген біреуінің ауданы табайық. Онда 84-ті неге бөлеміз? 6-ға бөлеміз. 84-ті бөледі екенбіз 6-ға тең, сонда 14 шығады. Ал бізге АО үшбұрышының ауданы тап деді. АО ол 2 S1-ге S2-ге тең. Өйткені бұл нешеуін иелеп тұр? Аудандардың барлығы тең дедік, екеуін иелеп тұр. 14-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 28 шығады екен. Келесі есептерге өтейік. 17-ші есеп. ТО кесіндісі ТБС үшбұрышының бисектриса асы.
егер со 14, бд 15, бс 24 болса, дс ұзындығын тап дейді. Бірінші міне дбс үшбұрышын сыздық. ДО бисіктірса дейді. Міне ДО бисіктірса. ДО бисіктірса болатын болса, ол не істейді? Бұрышты қақ бөледі екен. СО 14-ке тең. СО дегеніміз міне СО 14-ке тең, БД 15-ке тең. Және БС деген мына үлкен қабырға БС 24-ке тең дейді, онда 10-ға тең. БС 24 болатын болса, мына жақ 14 болса, келесін 10 деп аламыз. Енді бізге ДС қабырғасын тап деді. Не ДС қабырғасын тап деді. Енді медиананың бисіктірсан қасиетінен пайдаланайық. Бисіктірсан мынандай қасиеті бар. Бисіктірса жүргізілді дейік, мұнан А қабырға, Б қабырға дейік, бөлген бөліктерін X, Y дейік. Сонда А-ның Б-ға қатынасы, X-ің Y-ге деген бисіктірсан қасиеті бар. Онда бұлай істейміз. Мына тап деген қабырғаны мен X деп алайын. Осы X-тің 15-ге қатынасы бізде неге тең болады? 10-ның 14-ге қатынасына тең. 10-ның 14-ге бөлген бөліктердің қатынасына тең болады екен. Екеуін көбейсек 14X, екеуін көбейсек 150. 150-ді неге бөлеміз? 14-ке бөледі екенбіз. 150-ді бұл жерде БС 14 деді ғой, бізге нені тап дейді? Қарайсыздар, ДС-ны тап деген екен ғой. ДС X дейік. Ал бізге тағы қандай мәлімет берді? БД 15 деді. X-тің 15-ке қатынасы, X-тің 15-ке қатынасы, мына жерде біз қателік кетсек, X-тің 15-ке 14 пен 15-тің орнын ауыстырып қойдық. Жердегі 14-тің 15-ке болады. 14-тің 10-ға қатынасы болды. Сонда 10X тең, мына жерде 15 пен 14-ті көбейтеді екенбіз. Көбейту 14 тең 210. Сонда X тең 21 деген біздің іздеген жауап шықты. Келесі есептерге өтейік. 18-ші есеп. Үшбұрыштың 33 сантиметрге тең қабырғасы бисектірсалармен бөлінген. Ал басқа екі қабырғасы 3/8 қатынасына пропорционал бөлінген бөліктің кіші кесіндісінің ұзындығын тап дейді. Міне. Мынау 33-ке тең қабырға екен. Онда мен жерде X деймін, міне жерде мен не деп алайын? 33 алынған X деймін. Жалпы бұл қабырға 33-ке тең. Енді А-ның Б-ға қатынасы деп алайық. Бізде мынандай формула болды, білесіздер. А-ның Б-ға қатынасы бөлген бөліктерінің қатынасына тең деген теорема болған. А-ның Б-ға қатынасы X-тің Y-ге. Тура соны пайдаланамыз. Міне А-ның Б-ға қатынасы, яғни А-ның Б-ға қатынасы тең болады екен. X-тің 33 алынған X-ке қатынасы болады. Енді осы жерден пропорция кішісін тауып аламыз. Қайсы кіші екенін білмейміз ғой. Енді біріншінің екеуін көбейтейік. А-ның Б-ға қатынасы қанша? Бұл жерде А-ның Б-ға қатынасы беріп қойған 3/8-ге міне. А-ның Б-ға қатынасы 3/8-ге дейді. 3/8 орнына қойып 3-тен 8 тең X бөлінген 33 алынған X. Пропорция жасасақ, мына жерде 8X тең 33 пен 3-ті көбейтсек 99 алынған 3X. Оң жаққа өткізсек 11X болады, 99. X тең 9 деген міне кіші шықты. Мынау 9, мынау одан үлкен сан шығады екен. Келесі есептерге өтейік. 19-ші есеп. Қабырғаларының ұзындығы 4 және 6, ал олардың арасындағы бұрыштың тангенсі 0,75-ке тең екені белгілі болса, үшбұрыштың ауданын тап дейді. Давай ендеше міне қабырғалы және арасындағы бұрыш беріліпті. Көрдіңіздер ме? Арасындағы бұрыш беріліпті. Міне қабырғалары 4 және 6 арасындағы бұрыштың тангенсі альфасы берілген екен. Енді ойбай, бізге тангенс емес аудан табу үшін синус керек. 2-ден 1, 4 көбейту 6 және синус альфа. Ол оңай синус табу үшін. Тангенс берілсе, бір тікбұрыш үшбұрыш келген тікбұрыш үшбұрыш салыңыздар. Мені үйреттім ғой тікбұрыш үшбұрышта. Бір тікбұрыш үшбұрыш сызамыз формула бойынша. Мынаны альфа дейміз. Тангенс беріліп қойды. Тангенс дегеніміз неге? 0,75 ол 3 бөлінген 4 деген сөз. Тангенс дегеніміз қарсының іргелеске қатынасы. Тангенс қарсының іргелеске жаттады деген сенімдемін. 3-тің квадратына 4-тің квадратына қосамыз, 16, 25, 9 қоссақ, одан 5 шығады екен. Маған синус керек. Синус дегеніміз неге? Қарсының гипотенуза қатынасы. 3-тің 5-ке қатынасы екен. Болды, мына жерін есептей саламыз, болды. Екеуі қысқарды қанша шықты? 12 шықты ма? 2 болады, көбейтеміз, мына жерде 5-тен 3 көрдіңіздер ме? 5-тен 3. Сонда 7,2 деген жауап шығады екен. 12-ні 3-ке көбейсек, 36, 10-ны 5-ке көбейсек, 7,2 деген жауап шығады. Келесі есептерге өтейік. Көрдіңіздер ме? Енді келесі үшбұрыштың ұзындығы 3 және 4 болатын екі медиана тік бұрыш жасап қиылысады. Үшбұрыштың ауданын тап дейді.
міне үшбұрышты көрдіңіздер ма? 3 және 4 деген медиана дейді. 2-ке қиылысады дейді. Міне 3 үшбұрыштың ұзындығы 3 және 4-ке тең болатын 2 медиана. Үшбұрыштың ұзындықтары 3 және 4 болатын 2 медиана дейді. Мына CD-ның ұзындығы 3 деп алайық. Онда мен бұл жерде x десем, бұл жерде не болады? 2x. Сонда x қосылған 2x медиананың қасиетінен, медианадан табан қабырғасын қақ бөледі және төбесінен бастағанда 2-нің 1-ге қатынасына бөледі деген бар. 3 x-тен қанша шығады екен? 3x тең 3, x тең 1 шығады екен. Бұл жерде мен y деп алайын, келесін 2y деп алайық. Медиананың енді бізде BE медианасы берілген, ол 4 деді. Онда ол деген сөз y қосылған 2y тең 4, y тең 3-тен 4 деген жауап шықты. Енді біз мына медиананың қасиетінен мына біреуін тауып алайықшы, мына біреуінің ауданын табайық. Ол үшін бізге медианалар қандай жасайды дейді? Өзара 90 градус тікбұрыш жасайды дейді. Медианалар тікбұрыш жасайды дейді. Міне 90 жасайды осы жер. Y деген бар, 2x бар. Мынау катеттер 2x, x-те кесілсем бұл жердегі деген 2 шығады екен, x деген 1. Y дегеніміз 4 бөлінген 3 екен. Енді бұл үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Бұл мына жердегі S4 аудан дейікші. Мына біреуін тапсақ болды, ол мына S4 аудан деген сөз. S4 аудан тауып алайықшы. S4 аудан дегеніміз 2-ден 1, 2 катет. Біреуі 2, біреуі 3-тен 4 болады екен. Сонымен 2 қысқарады. S4 дегеніміз 4 шығады екен. S4 дегеніміз 4 шығады екен. Енді түсінікті болды ма? S4 тең 4. S4 дегеніміз 4 шығады екен. Міне. Енді бізге медиананың қасиеті бар. Алтауының ауданы қандай болады? Өзара тең болады. 3 медиана жүргісі үшбұрышы алтауының ауданы өзара тең болады деген теорема болған. 3, 4, 5, 6. Енді онда болды, үшбұрыштың ауданы тап дейді. Біз үшбұрыштың ауданы неге тең? Осы ауданның жерде үшік бар ғой, осы ауданын есе саламыз? 6 есе саламыз. 6 көбейту 3-тен 4. Сонымен 2 қысқарса 8 деген ізделім жауап шықты. Онда келесі көтеміз. Келесі үшбұрыштың 2 қабырғасының 2 сүйір бұрышының дейді. 2 сүйір бұрышының синустары 5-тен 3 және 13-тен 5 екені белгілі. Оған сырттай сызылған шеңбердің радиусы 32,5 болса, үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Ендеше бастайық. Мынау 2 бұрышы берілген екен. 2 бұрышы берсе, мына А бұрышы берілді дейікші. А бұрышы берілді. Мына сырттай сызылған шеңбер, онда мына А қабырғасы дейік. Аның синус Аға қатынасы, синус бұрыш Аға қатынасы тең Аның синус бұрыш Аға қатынасы тең 2 деген формула бар. Синустар тегін формуласын бере жазып көрсетейінші. Аның синус Аға қатынасы тең Б-ның синус Б-ға қатынасы тең болады С-ның синус С-ға қатынасы тең 2 деген бар. Жеке-жеке осылай қоямыз. Сонда бұл жерден радиус деген 32,5, Аны бірінші тауып алайықшы. Аны табатын болсақ 2R. R деген радиус не 32,5. Оны 2 сілесем 65. 65 көбейту синус А со жаққа барады. Синус А дегеніміз бізде 5-тен 3. Берілген жерге жазып қойыншы. Синус А тең 5-тен 3. Синус бұрыш Б дегеніміз 13-тен 5 деп қояйық. Бұл жерде бұрыш бетамен берілді деп қояйық. Енді болды, бұл жерін 65-тен 5 қысқарады, 39 шығады екен. А дегеніміз 39 екен. Көрдіңіздер ме? А дегеніміз 39 шықты. Келесі тура осылай табады екенбіз, 39 шықты. Енді келесі Б қабырғасын табайық. Мынау Б қабырғасы, мынау С қабырғасы. Б қабырғасын қалай табамыз? Бұның синус бетаға қатынасы, синус бетаға қатынасы бұрыш Б-ға дейміз, немесе синус бұрыш Б-ға қатынасы тең болады 2R деген осы формула тағы қолданамыз. Сонда бұны тауып алуға болады екен. 2R дегеніміз 65, мына синус Б дегеніміз 13-тен 5. 13-тен 5. 2 қысқарады, Б дегеніміз 25 шығады екен. Міне. Түсінікті болды ма? Енді аудан тауышы маған бұрышысы керек екен. Аудан тауышын аудан дегеніміз 2-ден 1, 2 қабырғасы абы синус альфа дегеніміз 39 және 25 абы 2-ден 1 абы синус альфа дегенде бұрышысы. Екеуінің ауданы арасы дегеніміз міне екеуінің арасы және бұрышысы керек екен.
Енді бұрышты. Енді бізге әңгіме осы бұрышсын табу болады. Енді бұрышсын табу үшін бұрышсы неге тең? 180-нен алып тастаймыз. Бұрыш А мен бұрыш Б-ның қосындысын алып тастағанға тең. Енді екі жақ маған синус керек екен. Синус бұрышсы тең синус деп жазамыз. 180 алынған бұрыш А қосылған бұрыш Б дейміз. Мынау бізде келтір формуласы болады. Бұрышсы тең синус бұрыш А қосылған бұрыш Б болады екен. Ол ашылады, қалай ашылады? Синус бұрышсы тең синус альфа косинус бета қосылған косинус альфа синус бетамен ашылады екен. Енді мәндері бар ғой. Не тұр? Синус альфа бар. Не тұр? Міне бар. Косинустерін және жазсақ, сразу табып. Косинус неге тең? 5-тен 4-ке тең білеміз. Міне жерде синус бұрыш Б неге тең екен? 13-тен 12-ке тең білесіздер. Бірден азайта салыңыздар. Бұны тікбұрыш үшбұрышты үйреттік қой, тікбұрыш үшбұрыштан таба саласыздар. Орнына қояйық, синусы неге тең екен? Синус альфа дегеніміз 5-тен 3. Көрдіңіз, синус А дегеніміз. Мынау синус А болсын. Альфа дегеніміз А, синус А дегеніміз 5-тен 3 деп қоямыз, көбейтеміз. Косинус бета. Екіншісінде бетаны косинустікі. Мен жер синус деп жазып қойдым ғой, мен жер косинус деймін деп. Мен жерде косинус бұрыш Б. 13-тен 12. Қосамыз, мен біріншінің косинус 5-тен 4. Синус 13-тен 5. Сонымен синус бұрышсы тең, мен жерде 65 болады, ортақ бөлімі 36-ға 20 болса 56 шығады екен. Міне синус бұрышсында таптық. Әкеп орнына қоя саламыз. Не жерге әкеп қоямыз? Енді аудан дөшерін қызылмен жазып көрсетсек, 2-ден 1, 39 көбейту 25 синус бұрышты міне. 65-тен 54 тең қанша шығады екен? Оңайырақ болады деп тұр. Міне жеріне екеуі қысқарады. Міне жерде 27 қалайын деп тұр. Міне екеуі қысқарады. 3 қалайын деп тұр, 13-ке. Міне екеуі қысқарады, 5 қалайын деп тұр. 3 15, 15 пен 27-ні көбейткенге тең. 15 көбейту 27 400. Қане көресілейікші. 39 3 болады, 5 15 27 емес, 29 ғой. 25 27 ма? 54 текке бөлеміз. 54 бөлінген 2. 4 5 20, жерде 36 56 екен ғой. 54 емес 56 екен ғой. Кешірім сұраймыз. Жерде 56 екен. 56 қысқарса 28 бола ма? 56 25 28. 56-ны бөлеміз. 2-ге қысқарса 28 көбейтеміз 15-ке. Сонымен 420 дегенде біздің іздеуді жауаптар шықты. Онда келесек өтейік. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасына жүзген биіктік 4-ке тең. Төбесінің бұрышы 120 градус. Үшбұрыштың қабырғасының ұзындығын табыңыз дейді. Қараңыздар, сонда қалай жасаймыз? Мынау төбе бұрыш 120 градус дейді. Онда ол қандай үшбұрыш? 120 градус болса, бұлай тең бүйірлі дейді. 120 дейді. 120 градус болса, бұл жер доғал бұрыш деген сөз. Доғал бұрышта биіктік қайда жүргізіледі? Осы бүйір қабырғасына түсірген биіктік дейді. Доғал бұрышта биіктік сыртына жүргізіледі. Біз айтқанбыз, міне. Сонда бұлай 90 градус жүргізіледі. Сонда бұл жер 120 болса, бұл жер қанша градус болады? 60 болады. Бұл жер 90 болса, бұл жер 30 болады. Енді болса бүйір қабырғасын табыңыз дейді. Үшбұрыштың табанның ұзындығын тап депті. Табанның, бұл жерде онда x демей қойып, табанның ұзындығын тап деген екен. Биіктігі бізге бүйір қабырғасына түсірілген биіктік 4-ке тең дейді. Не бүйір қабырғасына түсірілген биіктік 4-ке тең дейді. Онда мына үшбұрыштың өзінен пайдаланысайық та, мына үшбұрыштың өзінен пайдаланысайық. Мына жер 120 екеуі тең бүйірлі болса, онда бұл жер қанша градустан? 30 градустан болған. Тікбұрыш сарымен бөлінген, мына 30-дан пайдаланысайық. Табан тап десе, гипотенузаны тап деген сөз. Онда синус 30 градус бізде қарсында жатқан 4-тің, мына гипотенуза бізде x, қарсы жатқан 4-тің x-ке қатынасы болады екен. Енді бұл жер 2-ден 1 тең 4 бөлінген x. Сонда x тең 8 деген жауап шығады екен. Келесі есептерге өтейік. 23-ші есеп. Тең бүйірлі үшбұрыштың табандағы бұрышы 30-ға тең. Бүйір қабырғасына түсірілген биіктік пен екінші бүйір қабырғасының арасында бұрыш тап дейді.
ендеше бастайық. Тура жаңағыдай ұқсайтын есеп екен. Мына жер былай келейік. Мынадан да доғалар сызу керек. 30 табан 30 деп тұр ғой міне. Табандағы бұрыш 30 градус болатын тең бұрыш дейді міне. Онда бұл жер 120 градус болады, білесіздер, иә? Енді осы бір бүйір қабырғасына жүрген биіктік дейді. Екінші бүйір қабырғасымен қандай жұмысы, қандай градус жасайды дейді. Мына былай жүргізілді. Екінші мына биіктік жүргіздік. Енді мынаның арасындағы бұрыш неге тең дейді. Онда бұл жер қанша градус? Бізде 60 градус қой, бұл жер 60 градус. Түсінбастыр ғой, 120-60. Онда бұл жерге менен альфаны тепті. Альфа қанша градус екен? Онда 30 градус деп жатаймыз. Себеп мына үш бұрышқа қарайтын болсаңыздар, бір бұрышы қанша градус деп берілді? Міне 90 дейді, біреу 60 дейді. Онда мынау қанша болады екен? 30 болады екен. Енді келесі есептерге өтейік. 24-ші есеп. Ауданы 25-ке тең. Ал табанындағы альфа бұрышы тангенс альфа 4 болатын тең бөліш бұрыштың табанының ұзындығын тап дейді. Ендеше бастайық. Міне, мына тең бөліш бұрыштың ауданы бізде 25-ке тең. Табандағы бұрышы альфа тангенс альфа тең 4-ке тең дейді. Тангенс альфа тең 4-ке тең екен. Ендеше бұлай альфа, мына жер альфа деп отырғанбыз, міне. Тангенс альфа 4-ке екен. Енді қараңыздар, тең бөліш бұрыш дейді, екеуі тең деген сөз. Табанның ұзындығын тап десе, мына жерде бүйтіп сызамыз. Енді міне табан тең бөліп болғандықтан табан қақ екіге бөледі, 2x болады екен. Тангенс альфаны таба аламыз. Тангенс альфа дегеніміз неге тең? Мынаны h дейтін болсақ, тангенс альфа дегеніміз мына жерден қарасаңыздар, тікбұрышқа тангенс альфа дегеніміз h-тың неге қатынасы? H-тың қарама-қарсының іргелеске қатынасы. Тангенс дегеніміз 4-ке тең, 4-тің астында 1 бар тең h бөлінген x. Көрдіңіздер ғой, h бөлінген x екен. Сонда h неге тең болады? 4x-ке тең болады екен. Енді тангенс альфа болды, барлығы түсінікті. Енді бізге аудан берілген. Табан тап деді, табан 2x, аудан дегеніміз 2-ден 1, табаны 2x, биіктігі h. Енді 2 мен 2 қысқаратын болса, аудан xh. Аудан бізде 25 деп берілді. Міне, аудан s тең 25 болған. x, xh. Енді әкелеміз да, міне, h неге тең? 4x-ке тең. h-тың орнына 4x қояқшы, 25 тең h-тың орнына 4x қояқ. Немесе x табу ғой біздің мақсатымыз. X түрлендіре салайықшы жерден. X-ті түрлендіретін болсам, h бөлінген 4 болмай ма? Жоқ, h-тың орнына 4x қойсақ сразу шығып тұр ғой. H-тың орнына не қоямыз? 4x қойсақ 4x квадрат болады екен. Соны екі жағын түбірге алсақ, бұл жерде 5 болады. 2x, x дегеніміз 2,5 шығады екен. Ал бізге асы табан тап деді. Асы табаны бізде неше x-ке тең? 2x-ке тең. 2,5 2 еселесек, бұл жерде 5 деген жауап шығады екен. Келесі есептерге өтейік. АБС тең қабырғалы үшбұрыштың А төбесінен Д нүктесімен қосылған. А төбесі Д нүктесімен қосылған. Мұндағы Д нүктесі BC қабырғасын Б-ді 1, Д-сы 2 кесіндіге бөледі. А-ды кесіндісінің ұзындығын анықта дейді. Енді бұлай екен. Мынандай бір тең қабырғалы үшбұрыш берілген екен. Үлкен қылсақ сіздерге түсінікті болу үшін. Мына жерден А төбесінен А-ды кесіндісі тұтастырылған дейді. Міне А-ды екен. Б-ды 1-ге тең дейді. Міне Б-ды бізде 1 деген кесінді, жағы 2 деген кесіндіге бөлінеді дейді. Онда бұл жерде Б-сы неге тең? Б-сы 3-ке тең қоссақ. Онда А-Б тең, А-сы тең, Б-сы 3-еуі де тең, тең қабырғалы үшбұрыштың 3. Онда бұл жерлерді 3 деп аламыз. А-ды кесіндісін тап дейді. Енді А-ды кесіндісін тап дейтін болсам, мына жерде мен биіктік жүргізейін. Биіктік тура неден түседі? Ортадан түседі. Онда жалпы 3 болатын болса, мына кесін жалпы 3 болатын болса, бізде мына жерде кесінді қанша болады? 3 болатын болса, жалпы мына жерде кесінді 1,5 болады, мына ортадағы 0,5 болады. Өйткені мына кесінді бізде, қараңыздар, тура биіктік тура ортадан бөледі. Биіктік тура ортадан бөлсе, мынау қанша болады? 3. Мысалы, мынау ғой, мынандай тең қабырғалы үшбұрыш қайтасыз десеңіздер, міне, мынау тура ортадан бөледі. Мына жақ 1,5, мына жақ 1,5, тура мына биіктік 1,5 болды. Мына жер 0,5 болады екен. Енді түсінікті деген сенімдеміз. Так, енді 1,5 болатын болса, h-ты тауып алайық. Мына бірінші мына үшбұрыштан пайдаланайық. Мына жерде тұрған h-тан табайық. H-тың квадраты неге тең? H-тың квадраты міне 3-тің квадратынан 1,5-ның квадратын аламыз. 3-тің квадраты 9, алынған 1,5-ның квадраты 2,25 аламыз. Сонда h квадрат тең
6,75 шықты. Екінші, мына тікбұрышты үшбұрыштан пайдаланасыздар. Мына тікбұрыш үшбұрыштан пайдаланайық, болды. Осы тікбұрыш үшбұрыштан пайдаланамыз. Сонда маған тапқан ады кесіндісі. Адының квадраты тең аштың квадратына қосамыз 0,5-дің квадраты 0,25. Аш квадраттың өзін тауып қойғанбыз. Міне 6,75 қосылған 0,25. Сонда адының квадраты тең 7. Ады дегеніміз тең түбірасында 7 болады екен. Енді келесі есептерге өтеміз. 26-шы есеп. Тікбұрыш үшбұрышқа іштей шеңбер сызған. Жанасының нүктесінің гипотенузаны 2 және 3 кесінділерге бөледі. Іштей сызған шеңбердің радиусын тапты дейді. Ендеше бастайық. Міне тікбұрыш үшбұрышқа іштей шеңбер сызған. Жанасының нүктесінде дейді гипотенузаны 2 және 3 кесінділерге бөледі дейді. Радиус тап дейді. Енді былай. Жанасының нүктесі болса, онда бұл жерде қанша болады? 2 болады. Бізде мынандай теорема бар. Шеңберге 2 жанама жүргізілетін болса, жанасу нүктесіндегі кесінділердің ұзындығы қандай болады дейді? Өзара тең болады дейді. Жанасу кесінділерінің ұзындығы өзара тең болады дейді. Мынау x болса, мына жақта x деген сөз. Енді ендеше бастайық. Мынау 2 болатын болса, мына жерде неге тең? 2-ге тең. Бұл жер 3 болса, жанасу нүктесі міне. Мына жер 3 болса, онда бұл жерде 3-ге тең. Ал ортасынан тұтастыратын болса, мынау радиус болады. Онда мына жерде радиус болады екен. Көрдіңіздер ме? Қарама-қарсылар тең болмай ма? Екеуі 90 градустан қарама-қарсылар тең болады. Ер. Енді бұл жердің тікбұрыш үшбұрыш пайда болды. Мына катет неге тең? 3 қосылған ер. 3 қосылған ердің квадрат дейміз. Бізде мына катет 2 қосылған ер. Қосылған 2 қосылған ердің квадрат дейміз. Сонда 3-ке 2-ні қоссам 5 болады. 5-дің квадраты 25. Енді аштақ 3-дің квадраты 9, қосылған 6 ер, қосылған ер квадрат, қосылған 2-дің квадраты 4, қосылған 4 ер, қосылған ер квадрат тең 25. Сонда бұл жерден 2 ер квадрат, қосылған 10 ер, 25-ті мына жаққа өткізетін болсам, 9 алады 16. Бәрі 2 қысқасы ер квадрат, қосылған 5 ер, 8 тең 0 болады екен. Табы тексерсек, 3-дің квадраты 9, 2, 3, 6 ер. Бұн жерде ер квадрат дұрыс. Бұн жерде 2-дің квадраты 4, 4 ер, қосылған ер квадрат. Ергерді қоссақ 2 ер квадрат. Бұн жерде 4 тағы бар екен. Кешірім сұраймыз. 13, 12 болады екен. Кешірім сұраймыз. Бұн жерде 12 болады екен. 12 2-ге бөлсек, онда бұл жерде 6 екен. Бұл бізде ер алынған ер қосылған 6 мен ер алынған 1-ге жіктеледі екен. Ер алынған 1 0. Сонда ер тең 1 деген міне біздің іздеген жауаптар шықты. Онда келесі көтейік. 27-ші есебіміз. Периметр 72 тең болатын тікбұрышты үшбұрышқа іштей сызған шеңбердің радиусы 6-ға тең. Оған сырттай сызған шеңбердің радиусын тап дейді. Міне тікбұрыш үшбұрышқа іштей сызған шеңбердің радиусы берілген, сырттай сызған шеңбердің радиусын тап депті. Тікбұрыш үшбұрышқа іштей сызған шеңбердің радиусы неге тең еді? А қосылған Б алынған С бөлінген 2 болған. Радиус бізде 6-ға тең деп берді. 6-ны 6 болатын болса, А қосылған Б алынған С бөлінген 2 көбейтем. А қосылған Б алынған С тең қанша болады екен? 12 болады екен. Енді жазамыз. А қосылған Б алынған С тең 12. Және бізге А қосылған Б қосылған С периметр 72 деп берілген. Міне. Енді онды бұлай істейміз. Мынаны істейміз, азайтайық. С керек маған. А мен А жоқ болып кетеді, азайтсақ жоқ болып кетеді. С мен С 2 болады. Бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайттық. 72-ден 2-ні азайтсақ 60. С тең 30 шығады екен. Енді сырттай сызған шеңбердің радиусы неге тең десе, сырттай сызған шеңбердің радиусын білесіздер. Міне мынаған сырттай шеңбер сызатын болса, былай сырттай шеңбер сызатын болсақ, білеміз. Гипотенузаның жартысы екен. Тікбұрыш үшбұрышты үйреткен ер тең С бөлінген 2 дегенбіз. 30-ды 2-ге бөлетін болсақ 15 шығады екен. Міне біздің іздеген жауаптар шықты. Онда келесі көтейік. Міне сырттай сызған деп өз сызбасында да тұр екен ғой. Көрдіңіздер ме? Мына сызбай қойып, сырттай сызған шеңбердің радиусы гипотенузаның несі болады екен? Жартысы болады міне. Сонда ер теңіміз 32-ге бөлсек 15 деген жауап шығады екен. Ер дегеніміз бізде С бөлінген 2. Онда келесі көтейік. Тікбұрыш үшбұрыштың катеті 8-ге тең. Ал гипотенузасына проекциясы 6,4-ге тең. Үшбұрыштың ауданы дейді. Не? Тікбұрыш үшбұрыштың катеті 8-ге тең. Мынау катеті 8-ге тең.
және проекциясы 6,4-ке тең екен осы жерге. Енді бізге аудан тап депті. Мынандай формула бар, сіздерге жазып бергенбіз. Тікбұрыш үшбұрышта міне былай тікбұрыш үшбұрыш болса, мына а катеті болса, б катеті болса, мынандай формулалар жазған едік. Проекциялары мынау б-сы, мынау а-сы деп. А квадрат неге тең? А-сы мен с-ның көбейтіндісі деп айтқанбыз. Б квадрат бізде б-сы мен с-ның көбейтіндісі дегенбіз. Тура сондай а квадратқа келіп тұр екен. 8-дің квадраты қанша? Ал мынандай ғой, а квадрат тең а-сы мен ненің көбейтіндісі? С-ның көбейтіндісі. А квадрат дегеніміз 8-дің квадраты 64, а-сы дегеніміз проекция 6,4. С проекция тең 6,4, с тең 10 шығады екен. С болатын болса 10. Енді 10-ның квадратынан 8-дің квадратын алсақ, екінші катеті 6 шығады. Аудан дегеніміз үшбұрыштың ауданы 2-ден 1, 2 катетінің көбейтіндісі. 2-ден 1 көбейту, біреуі 6, біреуі 8. Сонымен 24 деген мінезден жауап шықты. Келесі есептерге өтейік. Тікбұрыш үшбұрыштың гипотезасы 10. Кіші катеттік гипотезасы проекциясы 3,6. Осы үшбұрышқа іштей сызылған доңғалақтың радиусында. Міне, тікбұрыш үшбұрышқа не сызыпты? Тікбұрыш үшбұрышқа көріңіздер, іштей шеңбер сызылған екен. Тікбұрыш үшбұрышқа іштей шеңбер сызылған. Гипотезасы 10 дейді екен. Енді гипотезасы 10 іштей сызылған шеңбер радиусы тап деді. Енді бізде мынандай проекциясы дейді. Міне 90 градус десек, қараңыздар, гипотезаның кіші катетінің проекциясы мынау а болса, мынау а-сы. Кіші катетінің проекциясы 3,6-ға тең дейді. Яғни міне жерде кесінді проекция деген 3,6-ға тең дейді. Енді онда іштей сызылған шеңбердің радиусы табу өте оңай. Бізде мынандай формула бар, а квадрат тең а-сы көбейту с деген. А квадрат дегеніміз белгісіз міне, с дегеніміз 3,6 екен. 3,6 дейміз, а-сы дегеніміз проекция. С дегеніміз гипотеза 10-ға тең. Сонда 36 болады, тең а қанша шығады екен? А 6 шығады екен. Онда мынау 6 болса, кедесі қанша болады? 8 болады. Оның квадратын 6 квадратын аламыз. Іштей сызылған шеңбер радиусы а қосылған б алынған с бөлінген 2. Онда 6 қосылған 8 алынған 10 бөлінген 2. Сонымен 2 шығады екен. Келесі есептерге өтейік. 30-шы есеп. Тікбұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 3-ке тең. Ал катеттерінің бірі 10-ға тең. Тікбұрыш үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы тап дейді. Міне. Тікбұрыш үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 3-ке тең екен. Іштей сызылған шеңбердің радиусы 3-ке тең. Катеттерінің бірі 10-ға тең. Тікбұрыш үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын тап дейді. Енді шеш табайық. Іштей сызылған шеңбердің радиусы неге тең? Ол а қосылған б алынған с бөлінген 2-ке тең. Енді 3 радиус 3-ке 2-ні көзсем 6 тең, а қосылған б алынған с. А деген катетін біз 10 деп алайық. 10-ды оң жаққа өткізетін болсам 16 болады. Б алынған с тең 16 екен. Б алынған с 16 деппін ғой, 10-ды қойсам 4. Қатайтып атырмыз. Міне жерін 16 емес. А катетінің орнына 10-ды қойсам, жаққа минус 4 болады, тең б алынған с. Минусқа көбейсем, с алынған б тең 14 болады екен. С алынған б тең 4 болады екен. 14 деп тағы қателесіп отырмын. 4 болады екен. Табай енді Пифагор теоремасы бойынша неге тең? Мына жерін алсақ, міне а квадрат, мына жерін жазатын болсақ, а квадрат қосылған б квадрат тең с квадрат. Біреу 10. Мына жерде 10. А квадрат 10-ның квадраты 100. Сонда ол с квадрат алынған б квадрат болып шығады ғой. С квадрат алынған б квадрат тең 100 екен. Енді осы екеуінің қалған катеттерін табайық. С алынған б тең 4. Бұл с алынған б және с қосылған б-ға ашылады тең 100. Енді мына с алынған б-ның орнына нені қоямын? 4-ті қоямын. С алынған б-ның орнына 4-ті қойсам, с алынған б тең 4 қой. С алынған б-ның орнына міне мына жерге 4-ті қоямын. 4-ті қойсам жаққа бөлсем, с қосылған б 20 болады екен. С қосылған б тең 25 болады екен. Оң жағына қоссам, 2-сі тең 29 болады екен. С тең 29 бөлінген 2. Ал бізге сырттай сызылған шеңбердің радиусы тап дейді. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы тікбұрыш үшбұрышқа с бөлінген 2-ке тең. С дегеніміз 29 бөлінген 2, оны тағы 2-ке бөлеміз. Сонда 29 бөлінген 4 деген зен жауап шықты.
болыпты. Келесі көтейік. Міне сырттай салған чеңбердің радиусы деген мынау міне. Мына жер тауып алдық қой, сырттай салған r тең с бөлінген 2 болады. Міне сырттай салған чеңбердің радиусын көрсеттік. Келесі есептерге өтейік. 31-ші есеп. Тікбұрыш гипотенузасы 10, ал оған іште салған чеңбердің радиусы 2-ге тең. Үшбұрыштың ауданын тап дейді. Міне тікбұрыш гипотенузасы 10, оған іште салған чеңбердің радиусы 2-ге тең. r тең 2. Оған іште салған чеңбердің радиусы 2, үшбұрыштың ауданын тап дейді. Үшбұрыштың ауданы неге тең? 2-ден 1 а 2 катет. Осын тауып шығуға тырысайық. Іште салған чеңбердің радиусы неге тең? А қосылған б қосылған с бөлінген 2. 2-ні қойсам 4 тең жер алынған ғой. А қосылған б алынған с екен. С дегеніміз 10-ға тең. 10-ды қоятын болсақ, а қосылған б тең 14 болады екен. А қосылған б тең 14. А квадрат қосылған б квадрат. 2 катеттің квадратын қосылған 100 болады екен. Енді осыдан жүйені шығарсақ, а тең 6, б тең 8 шығады екен. Орнына қоямыз. 2-ден 1, 6 көбейту 8 тең 24 екен. Білесіздер, 6-ға 8 қосып онда. Бұл бұрыннан көп қолданылады ғой. Онда келесі көтейік. Дауысым естіп тұр, иә? Келесі 32-ші есеп. Тікбұрыштың катеттері 15 және 20-ға тең. Оған іште сызылған доңғалақтың центрінен гипотенузаға жүрген биіктікке дейін қарақашықтық дейді. Міне катеттері 15 және 20-ға тең дейді. Оған іште сызылған чеңбердің доңғалақтың центрінен гипотенузаға жүрген биіктік арасындағы арақашықтық. Міне гипотенуз мынау чеңбер центрінен. Міне биіктіктен және мына жерге дейін қарақашықтық дейді. Міне центрінен іште сызылған чеңбердің центрінен осы жерде x тап дейді. X дегеніміз мына епті тап дейді. Неге тең дейді. Міне гипотенузаның биіктікпен іште сызылған чеңбердің центрінің арақашықтығын тап деп тұр ғой x. Енді гипотенуза неге тең 10 тауып алайық. А-ның квадраты тең 15-дің квадратына қосамыз 20-ның квадратын. Сонда А-б дегеніміз 25 шығады екен. А-б 25. Іште сызылған чеңбердің радиусын тауып алайық. Екінші сызбалар сызбайықшы міне. Іште сызылған чеңбердің радиусын тауып алайық. Міне жер тең деген сөз. Сонда мына 2 кесін тең. Іште сызылған чеңбердің радиусын тауып алайықшы. Іште сызылған чеңбердің радиусы 15 қосылған 20 алынған 25. Білесіздер, А қосылған б алынған с бөлінген 2 деген. Сонда 5 шыға ма? 2 қосым 35, 25, 5 шығады. Формуласын білесіздер ғой, А қосылған б алынған с бөлінген 2 қойдық міне. Онда бұл жер 5 болса, бұл жер қанша болады деген сөз? 5 болады деген сөз. Мына жер 5. Ал мына катет қанша? 15 міне. 15 болатын болса, бұл жер 10-ға тең. Ал онда бұл жерде неге тең болады? 10-ға тең болады. Міне жерде 10-ға тең. Көрдіңіздер ме? Түсініп алсыздар ғой, мына жер 10-ға тең. Жақсы, мына сызбадан түрлендіріп нете берейікші. Мына жер тауып қойдық, бұл жер 10-ға тең. АЕ 10-ға тең. Бізге енді АЕП керек болып тұр ғой. АЕП керек. АЕП наоборот. Кешірім сұрайын. АЕП. Мына бірақ 10-ға тең. АЕП-тің барлығы 10-ға тең. Қазір АЕП дегеніміз мына жер міне. Мына жерге дейін бірақ 10-ға тең ғой. Екеуі тең ғой, мына жердегі екеуі тең. Көрдіңіздер ғой, мына екеуі 10 болса, мына жақта 10-ға тең. Екінші бізге мына АЕ керек болып тұр ғой. Екінші тікбұрыш сызбасақ жақсы болар еді. Көрейік, екінші тікбұрыш сызбасақ жақсы болар еді. Өйткені бізге мына жердегі x табу үшін міне бізге мына АЕ керек. Таптық, енді АЕПті тауып алу керек еді. АЕПті қалай табамыз? Тікбұрыштан пайдалана салайық. Тікбұрыштың мына жерден біреуін сайыншы, міне қайтадан. АЕП деген биіктік мына жер 90 жасайды, міне. АЕП деген биіктік 90 жасайды. Өш жер табу керек болды. Енді мынау бізде 15 болды. Қайтадан дұрыстап жазып алайық. Мынау бізде 15 болды. Гипотенуза бізде 25 болды. Мына А-сын тауып алуға болады. Мынандай формула бар еді ғой. А квадрат тең А-сының с-ға қатынасы. А квадрат дегеніміз 15-дің квадраты 225. А-сы біз үшін белгісіз А-сы. Ал мына жерде бізде 25-ке тең. Сонда А-сы неге тең болады екен? 9-ға тең екен. А-сы дегеніміз мына жердегі кесінді міне. А-сы. А демес екен ғой, құдай. Тұра тұрыңыздар, А-сы дегенде мынаны с дедік қой, міне А. Тұрса аға бір қастай болсын ала берейікші, болды бәрібір.
немесе мынаны ағай болмады ағасы деп жаңылып қаламыз десеңдер, мына ағаның қарсысын а қабырға деп аламыз, міне бұның қарсысын б қабырға деп аламыз, а қабырға дейміз. Енді мына онда б болады, мына б. Онда былай деген сөз, б квадрат деген сөз, б мен ненің көбейтіндісі, с-ның көбейтіндісі деген сөз. Міне мына формула бар. Б квадрат дегеніміз 15-дің квадраты 225, б-сы біз үшін белгісіз, а-сы 25. Сонда б-сы тең не шықты? 9 шықты. Міне б-сы 9 шықты. б-сы дегеніміз АЕ. АЕ тең 9 шықты. Онда мына жердегі x неге тең? АЕ қосылған x. Міне АЕ қосылған x тең АЕ, білесіздер. Мынау 9-ға тең, мынау x-ке тең, мынау 10-ға тең, сонда x тең 1 деген біздің іздеген жауаптар шықты. Онда біз келесі есептерге өтейік.